Все. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін бізде командалық обучениеміздің 6-шы күні. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз спонсорлық, партнерлық қарым-қатынас, мықты команда құру Atomy компаниясында. Қараңыздар, қазір енді бұл тақырыпты қозғамас бұрын, неліктен бұл тақырыпты алдық, соған тоқталып өтеге. Қараңыздар, Atomy бизнесі, білесіздер, бұл бизнес отношения, қарым-қатынас бизнесі. Біздің бизнесіміз адамдармен тікелей қарым-қатынасқа түсуге негізделген. Басқа бизнестарда мүмкін сіздерге адамдармен қарым-қатынасқа түсіп, общаться етіп, күнделікті қажет болмаса, именно біздің бизнеста ол бізге керекті, сондай, қалай айтсам болады, бизнесіміздің негізі. Енді өзім туралы таныстырып өтіп кетейін. Менің есімім Гүлімжан, фамилиям Умирбекова. Мен өзім туралы міне картинкадан көрсеңіздер болады, суреттерден. Мен 15 жыл авиацияда жұмыс жасаған, авиациядан кетіп, сетевой бизнесқа бет бұрған миллионер болған стюардессамын. То есть мен өзімді солай қазір адамдарға таныстырамын да. Қараңыздар, стюардесса жұмысы, қарасаңыздар, әдемі форма киіп алып, осылай самолетте жүреміз. Но шын мәнісінде 15 жыл осы мен авиацияда істедім ғой. 2008 жылы келгеннен, 2022 жылы осы авиациядан кеткенге дейін менің зарплатам мүлдем өспеген екен. Сол 2008 жылы келгенде мен $1000 алатынмын, ол примерно ол кезде курспен 120-140 мың теңге. И 2022 жылы мен авиациядан кеткен кезде сол $1000 алып жүрдім, 450-500 мың теңге. Қарасаңыздар, 15 жыл авиацияға мен өзімді, жұмысыма, өзімнің уақытымды, денсаулығымды бердім, бірақ ешқандайда табыс жағынан, жалақы жағынан ешқандайда өсуді көрген жоқпын. Екіншіден, мен Atomy компаниясының Мастер Шаронская роза деңгейіндегі лидерімін. Сіздердің жоғары жақта тұрған спонсорларыңыздың, лидерларыңыздың бірімін. Сосын Atomy миллионерлар клубының мүшесімін. Бізде сондай клуб бар, миллионерлар клубы. Менен басқа ол клубта біздің осы команданың лидер қыздары бар, ол жерде отырған. Сонымен қоса Atomy орталығының центрінің жетекшісімін және 2 баланың анасымын. Бұйырса, 3-ші баланың анасы атанам. Мен қараңыздар, ең бірінші Atomyға келмес бір мінеке өмірім осындай болды, ұшып жүретін, бір зарплатаға өмір сүрем, кредиттарым көп, қарыздарым көп адам болатынмын. Сосын Atomyға келіп, 2,5 жыл параллельно авиациямен Atomyді бірге алып жүрдім. 2,5 жылдың ішінде осында қатты, сол бағана мықты команда құру арқылы, партнерлармен қарым-қатынас дұрыс құру арқылы мен жақсы табысқа шығып, 2,5-3 миллион теңге айлық табысқа шыққаннан кейін мен авиациядан кетемін. Менің любимый дейді, сүйікті авиациядағы коллегаларымның жасаған торты, мінеке чемодан үстінде мен отырмын, Гүлімжан Ақжол сәт сапар деп тұр. Міне мен соңғы күнім болды сол авиацияда жүрген. Қазіргі таңда мен мінеке Atomy компаниясының топ лидерімін. Мына суретте көріп тұрсыздар, Atomyдің Royal және Crown мастерлары Владимир Хигай, Таля және Монгем деген біздің мықты лидерларымыз. Сіздерге мен өзімнің, шын айтсам, мен бұны жай көрсетіп тұрған жоқпын. Бұл менің кәдімгі Atomyға дейінгі өмірім және Atomyдағы қазіргі өмірім. Сіздердің барлықтарыңызға осыны тілеймін мен, және осылай мақсаттарыңызға жету үшін, осылай миллиондаған табысқа шығу үшін не істеу қажет? Бүгін осы туралы бізде тақырып эфир болады. Так, кеттік. Енді қараңыздар, бүгінгі қозғалатын тақырыптар, ең бірінші, біз 5 тақырыпты қозғаймыз. Маңызды бірінші бұл спонсор, партнер және команда. Қандай байланыс бар осы үш біздің Atomyдің ең мықты, солай 3 тірегі дейді ғой, солардың арасында соны қозғаймыз. Сосын партнерлардың типтері, сіздерге оны білу қажет, өйткені сіздердің командаларыңызда әртүрлі партнерлар бар, білесіздер. Сіз солардың барлықтарымен жұмыс жасай білу керексіздер. Біз соған тоқталамыз. Сосын спонсордан, партнердан кететін қателіктер, оларға тоже тоқтаймыз. Өйткені ол қателіктер менде
менде де болды, ол қателіктер қазіргі таңда сіздерде де болып жатқан шығар, партнерларыңызда болып жатқан шығар, соған тоқталамыз. Сосын бизнес мышление туралы сөйлесеміз, себебі Атомияда сіз табысқа шығу үшін сіз баяғы мышлениемен Атомиға дейінгі ол мышлениемен сіз алысқа кетпейсіздер. Мұнда келдіңіздер ма, сіздер мышление өзгерту керексіздер. Мышлениясы өзгермеген лидер ол бір орында тұрады. Сол туралы қозғаймыз, және бизнес этикасы, сетевой бизнестің этикасы туралы сөйлесеміз, Атомиядағы. Енді қараңыздар, неліктен Атоми? Ең бірінші осы сұраққа жауап берейік, өйткені қазір чатта новичоктар отыр, қазір бұл обученияда. Атоми, қараңыздар, ерекше бизнес деп жазып қойған. Неліктен ерекше? Қазір түсіндірейін. Атоми білесіздер, бұл интернет-магазин, корейская продукция бірінші. Екінші, Атоми бұл сетевой бизнестің басқаша түрі, жаңаша түрі. Неліктен ерекше? Мысалы қараңыздар, сетевой бизнестің ерекше түрі. Өйткені біздің компанияда басқа компаниялардағы бар жағымсыз элементтер жоқ, адамдарды қашатын, қорқатын, ол ай сайын ақша салу, каталог жабу, адамдарға жабысу, продукцияны пихать ету, унижация ету, сені адамдар көрсе сенен айналып қашып кететін жағдайға да келу. Соларға көп компанияның адамдарынан туыстары да қашып жүреді, мынаны көрсек, жабысмаған продукция предлагать етеді деп. Атоми ондай емес, байқайсыздар ғой, біз ешкім еш нәрсені жабыспаймыз, каталогпен жүгіріп жүрмейміз, біз тек қана продукция туралы, өнім туралы, бизнес туралы айтамыз. То есть Атоми сетевой бизнестің ерекше түрі. Бұндай компания жоқ, Атоми ерекше компания. Бұл біріншіден. Екіншіден, интернет-магазин, білесіздер, интернет-магазинер өте көп. Мен мысалы өзім Flip.kz, сосын Ламода, қандай нелер жақсы көремін, интернет-магазиндер. Интернет-магазиндің түрлері өте көп, бірақ Атоми интернет-магазин болса да, бұл ерекше интернет-магазин. Себебі басқа интернет-магазиндерде сіздер тек қана ақша салсаңыздар, ақша сала бересіздер, заттарыңызды аласыздар әрине, бірақ одан басқа еш нәрсе болмайды сіздерде. Ал Атомида сіздер керек заттарыңызды сатып аласыздар, және сол үшін сіздерге балл түсіп отырады, ұпайлар, бонусты балдар. Сіз сол балдарды жинақтап табысқа шығасыздар. То есть тек қана өнімді сатып алмай, сонымен қоса өнімге кэшбэк алып отырасыздар. Сонда керемет бизнес. Енді неліктен Атоми? Өйткені бұл компанияда минималды ақшамен, то есть активацияның өзі бізде 10 мың балғаны, примерно 6412 теңге көлемінде бірінші заказ салу. Бұл компанияда қараңыздар, минималды ақшамен, ешқандай риск жоқ. Сізге ай сайын 50-60 мың немесе қарыз алып миллиондап құйдеп жатқан ешкім жоқ. Минималды ақшамен, ешқандай рисксіз өмірімізді 100%-ға өзгертіп, армандаған өміріңді сүруге болатын компания. Мен бұл предложение, бұл ешқандай да өтірік емес, өйткені менен басқа қазір мына чатта отырған лидерлар оны дәлелдей алады. Мысалға айына 100 мың, 200 мың, 400 мың, 300 мың алып отқандар, қыздар бізде қазір осы Атомимен бизнес бастап, керемет табысқа шығып отыр, миллиондарды бағындырып. Сондықтан Атоми мықты компания, соны ұмытпаңыздар. Біз керемет компанияда жұмыс жасап жүрміз. Енді бизнес неден басталады, қыздар, қалай ойлайсыздар? Слайд көрініп бәрі естіліп тұр ғой, сіздерге. Бизнес неден басталады, қыздар? Қалай ойлайсыздар? Мысалға, біреулеріңіз айтуларыңыз мүмкін, активациядан деп, то есть алғашқы 10 мың PV жасаудан, немесе адам тіркеуден, немесе неден, зат сатудан, зат өнімді қолданып көруден, маркетингді зерттеуден деген. Шын мәнісінде ол жауаптардың барлықтары дұрыс, бірақ ең бірінші бизнес бізде, қараңыздар, қарым-қатынастан басталады. Мына суретте сіздер әрқайсыларыңыз өздеріңіздің лидерларыңыз көріп отырған шығарсыздар. Бұл біздің осы жылы жазда болған командалық 3 күндік Алматыда өткен тур успеха дейді, өзіміздің демалысымыздан үзінді фото. Бұл жерде қараңыздар, Ақтаудан келген қыздар бар, Ақтөбеден, Атыраудан, Жәмила Оралдан келді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен біздің лидерлар қосылды. Біз неліктен, қараңыздар, мысалы Оралдан, Ақтаудан келген қыздар, Ақтөбеден келген қыздар, олар еріккеннен келген жоқ қой бұл жерге. Бізде не бар? Бізде ортақ бір бизнес бар. Бізде керемет қарым-қатынас бар. Бізде жай ғана қарым-қатынас емес, бізде сенімді, берік қарым-қатынас бар. Соның арқасында біз бір организм болып, бір тірі организм болып, үлкен команданың мүшесі болып, неге Алматыда кездестік. Ол бизнес неден басталады? Бизнес қарым-қатынастан басталады. Дұрыс қарым-қатынастан. Енді қараңыздар, Атоми
бұл берік, то есть прочный, да, отношения, берік, сенімге негізделген, то есть доверительное отношение, бұл жай отношение емес, то есть берік, сенімге негізделген қарым-қатынас бизнесі, то есть біздің бизнеста қарым-қатынас бірінші орында. Бұл бизнеста кім табысқа шыға алады, кімнің жолы болады? Қарым-қатынас орната алатын адамдармен сөйлесе алатын, қарапайым жандардың, өзін басқа адамдардан биік санамайтын, эгосы жоқ адамдар. Мысалы, біреулер болады, бұл бизнес менің уровеньім емес деп эголар ұрып тұрады, ой, мен бұны жасамаймын деген сияқты. То есть бұл қарапайым жандарға арналған бизнес. Сондықтан қарым-қатынас туралы бүгін көп сөз сөйлейтін боламыз. Енді Atomy бизнесінде негізі мынандай үш тарап қарым-қатынасқа түседі постоянно. Бірінші спонсор, қараңыздар, спонсор, сосын спонсордан кейін сіз тұрсыздар, барлықтарымыздың спонсорымыз бар ғой жоғары жақта. Спонсор, сіз және сізден кейін тұрған команда. Мінекей осы үш тарап бізде үнемі қарым-қатынаста болады. Осы үш тарап бірге жұмыс жасай алса, дұрыс қарым-қатынас құрай алса, бизнесіміз біздің алға дамиды. Енді қараңыздар, спонсор дегеніміз кім? Спонсор ол сізді осы компанияға шақырған, сізге компания туралы ең алғаш ақпарат берген, сізді компанияға тіркеген адам. То есть біз барлығымыз бір жандар үшін спонсормыз. Мысалға, сіз біреу үшін спонсорсыз, мен біреуге спонсормын, өйткені біздің жұмыс оған негізделген. Енді сіз және команда. Команда деген сізден кейін тараған адамдар, ол сіздің командаңыз. Ол сіздің командаңыз. Енді қараңыздар, команда болу үшін сіз кім болу керексіздер? Сіздің бойларыңызда үш адамның функциясы болу керек. Сіздер үш тұлға болу керексіздер, үш түрлі. Біріншісі, сіз партнерсіз. Яғни сіздің спонсорыңыз бар ғой, соған сіз партнерсіз, партнер. Сіз партнердің қызметін атқарасыз. Екінші, сіз спонсорсыз, бағанаға шақырған адамдарыңызға сіз спонсорсыз, то есть сіз и партнерсіз, и спонсорсыз. Бәріміз біз солаймыз. Біреуге спонсорымыз, біреуге партнермыз. Және қараңыздар, аяқта қызылмен белгілеп қойған, біз мықты команда құру үшін, табысқа шығу үшін, егер сіздер шынымен де бұл бизнесті миллиондарды бағындырғыларыңыз келсе, сіздер кім болу керексіздер? Сіздер лидер болу керексіздер, лидер. Қараңыздар, спонсор, лидер, партнер, да? Мысалы, спонсор мен лидер ұқсайды деп біреулер ойлайды, нет, дұрыс емес. Лидер ол бөлек. Спонсор ол спонсор деген ол просто бизнесқа шақыртты, адам тіркеп қойды. Спонсор деген сол. Ал лидер деген ол мына команданы басын қосып, командасын алға жылжытып, табысқа шығуға бүкіл іс-әрекеттер жасайтын адам. Енді қараңыздар, көп адамдар бізде компанияға келгенде, изначально біз бәріміз партнер боламыз. Мен тоже кезінде партнер болып тіркелдім. Партнер ол еш нәрсе білмейді. То есть келдіңіз, сіз компания туралы білмейсіз, маркетинг білмейсіз, қалай заказ алу керек екенін білмейсіз, адам тіркеуді білмейсіз. Сосын сіз өзіңіздің спонсорыңызға шығасыз. Маған мына үйрет, маған мынаны үйрет, маған мынаны үйрет деп, сіз партнердің позициясында жүресіз. Ақпарат іздейсіз, ақпарат жинайсыз. Бірақ мынандай ошибка жасап қояды, көп партнерлар қателіктер. Партнердің позициясында ұзақ уақыт қалып қалады. Қараңыздар, егер сіздер компанияда 2 жыл жұмыс жасап, әлі доходқа шықпасаңыз, ол нені білдіреді? Сіз лидер емес, сіз әлі партнердің позициясында жүрген партнерсыз. То есть сіз өспедіңіз лидерға. Сіз партнердің позициясында. Лидер болу, ол әркімнің шешімі. То есть біз ешкім лидер болып туылған жоқ. Atomy-дің, да, мен туылған жоқпын ғой, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін мен Atomy-дің лидері болатын адаммын деп. Жоқ, лидерство, лидер болу әр адамның шешімі. Енді не айтқым келеді? Егер бизнесіңіз алға даму үшін не істеу керек? Лидерға айналу керек. Партнердің позициясында қалып қалмаңыздар. Қазір араларыңызда новичоктар болса, жаңадан тіркелген, может 5-6 ай уже сіздер бұл бизнесте жүрсіздер. Өздеріңізге сөз беріңіздер. То есть мен уже ұзақ уақытына партнердің позициясында жүрмін. Маған өсу керек, маған даму керек, маған табысқа шығу керек. Ол үшін маған лидердің позициясына өту керек деген. Енді қараңыздар, сіз кімсіз? Мен сіздерге сұрақ қойып тұрмын. Қазір өздеріңіз ойланыңыздар. Сіз кімсіз? Сіз партнерсіз ба?
әлде сіз лидерсіз ба Томидің? Партнер, мен қазір сіздерге даже өмірде күнделікті чатта болғандан мысал келтіріп беремін. Партнер, мысалға, бір заттың бағасын білу керек. Допустим, сол пальметтан алайық. Партнер қалай сұрайды? Партнер былай сұрайды чаттардан. Сол пальметтаның бағасы қанша дейді партнер. То есть ол дайын жауап күтеді. Если бұл кісі енді тіркелген жан болса, в принципе, оған кешірімді, да, өйткені ол білмейді оны қайдан көру керек екенін. Но егер сіз уже компанияда 5-6 ай істеп жүрген жан болсаңыз, сізге ол кешірімсіз. Неліктен сіз әлі күнге дейін сол пальметтан бағасын қай жерден көруге болатынын білмейсіз. Значит, сіз партнердің позициясында жүрген адамсыз. Значит, сіз өскіңіз келмейді. Партнер үнемі ол тек қана дайын жауап күтеді. Вот маған бере салсын. Өзінің уақытын жұмсағысы келмейді, басын қатырғысы келмейді. Лучше біреуден напрягать етіп, біреуден сұрай салам дейді. То есть тез дайын жауап күткісі келеді. Лидер, қараңыздар, кейбір новичоктар, олар вот келгеніне 1 ай, 2 айға болса да, лидер екен көрініп тұрады да, олардың сұрақтарынан, іс-әрекеттерінен, олар қалай сұрайды. Даже сол элементарно бана сол пальметтан алсақ, ол сұрамайды. Сол пальметтан бағасы қанша демейді, ол сұрайды. Қыздар, мен Қазақстан сайтынан сол пальметтан бағасын таппадым. Оны қай жерден көруге болады? Қалай? То есть лидер болатын партнердің сұрақтары басқаша, ол ізденістің үстінде болады. Ол сұрақтарына дайын жауап күтпейді. Ол сұрақтардың жауабын қайдан, қалай білуге болатыны сол қызық оған. Сондықтан қыздар, кім әлі күнге дейін чатта бізді, мен бұндай адамдарды запоминаю деп 5 жыл істеп, 2 жыл істеп жүрген партнерлар сұрақ қояды сондай қыздар. Ондай кезде ішінен ойлайсыңдар, мынау не істеп жүр мына жерде деп. Қыздар, өздеріңіз бұл қалай айтсам болады, ұят нәрсе да, просто 1 жыл, 2 жыл істеп жүр, әлі күнге дейін білмейсіздер ма сол пальметтан бағасын қайдан көруге болатынын? Новичоктар білмеуі мүмкін, но сіздер білу керексіздер, ұзақ уақыт жүрген партнерлар. Вот, лидер болға тырысыңыздар. Енді мен сіздерге айтып беремін, партнермен дер кезінде, мысалға да, өз уақытыңызда лидерға айналмасаңыздар, қандай минустары бар сіз үшін? Вот сіз доходқа шыққыңыз келеді, табыс тапқыңыз келеді, бірақ сіз жалқаусыз да, еш нәрсені іздегіңіз келмейді, дайын ответ күте бересіз. Ол несімен ол сізге зиян болады кейінірек? Біріншіден, сіздің астыңызға адамдар тіркеледі ғой, ол адамдармен сіз бір чатта отырсыз. Сіз сондай сол пальметтан бағасы қанша деп сұрақ қойсаңыз, сізге астыңызға келген адамдар ойлайды, мына мен тіркеген адам еш нәрсені білмейді екен ғой дейді. То есть сіз өзіңіздің уже авторитетіңізді түсіресіз өзіңіздің партнерларыңыздың алдында. То есть ол өте жаман нәрсе, ол біріншіден. Екіншіден, егер сіз тезірек оянып, лидерствоны қолдарыңыз алмасаңыздар, сіздердің партнерларыңыз үнемі сұрақтар сізден емес, жауаптарын сіздің үстіңізде тұрған спонсорлардан ала берсе постоянно, ол партнерда қандай ой келеді? Менің спонсорым еш нәрсе білмейді екен, бұл лидер емес екен. И келешекте бұндай партнерлар даже басқа структураға, басқа командаға, басқа лидерларға кетіп қалу қаупі бар. То есть сондықтан партнерларыңызды ұстап қалғыларыңыз келсе, ізденіңіздер, лидер болға тырысыңыздар. Және бұндай лидер болмаудың тағы бір минусы, сіздер уже командаларыңыздың басын қосуға кеш болады бір күні. То есть сіз уже, может, 1 жылдан кейін оянасыздар, қой мен лидер болайын деп, бірақ уже кеш болады, себебі сіз уже партнерларыңыз алдында, сіз білімсіз, еш нәрсе білмейтін партнер болып тұрып қаласыздар. Сондықтан қыздар, кім бұл жерде шынымен де серьезно атомимен заниматься етіп ақша табам деген жандар болсаңыздар, ояныңыздар. Сұрақ қойыңыздар, мен кіммін қазір, мен партнермін ба, лидермін ба деп. Если өздеріңіз кейбіреулер білмей жүре береді бұл партнердің позициясында да, лидер болудың маңыздылығын түсінбей. Егер сіз сондай позицияда жүрген болсаңыз, тезірек қолдарыңызға бәрін жинап, ізденіп, уақыттарыңызды бөліп, бәрін ақтарсаңыздар, интернетте бар, бәрі чаттарда бар, бүкіл сұрақтардың жауаптары бар. Просто ізденбейді адамдар. Вот сондықтан қыздар, давайте бәріміз лидер болуға тырысамыз. Партнер болуға 2-3 ай болу мүмкін, да? 2-3 ай сіз можете быть партнером, бірақ одан көп болмаңыздар. Тезірек лидерға айналуға тырысыңыздар. Сосын кейбіреулер ойлайды, лидер болу үшін обязательно ранг керек. То есть, ой, мен мастер продажи емеспін, ой, мен мастер Шаронская роза емеспін, мен бриллиант емеспін, значит, я не лидер. Жоқ, қыздар. Менің мына жерде чатта менің бриллиантовый қыздарым отқан шығар, мастер продаждарым өзім компанияға тіркеген. Вот солар білет,
мен рангым жоқ кезде де, қыздар білесіздер ма, мен лидердің іс-әрекетін жасайтынмын. Мен бүкіл командама өзім обучение жүргізетінмін. Ешқандай спонсорымнан да сұрамайтынмын. Өз командама өзім обучение жүргізетінмін. Ол лидердің несі да, мінезі, лидердің качествосы. Екіншіден, мен командамда қыздарым табысқа шыққызу үшін мен инструменттер іздейтін үнемі. Бұларға қандай инструмент берсем болады екен, не істесек екен, қалай табысқа бірге шығамыз деп. Солай біз сол кезінде сол таргетті үйрендік, мысалға бүкіл команда болып. Сол таргеттің көмегімен біз бүкіл Қазақстанды жауладық. Қазір чатқа плюс қойыңыздаршы, кім рекламамен келді осы Атомиға, біздің командаға. Ондай адамдар өте көп. Кім Инстаграм арқылы келді, оның бәрі сол біздің жасаған система арқылы. Қараңыздар, бұл системаның бәрін мен рангым жоқ кезде жасадым, табысым да жоқ кезде, бинар даже жаппаған шығармын ол кезде, или енді жауып жатқан кезім. То есть лидер болу үшін не обязательно ранг. То есть сіз лидердің іс-әрекеттерін жасап, потом шынайы рангы бар уже Атомидің мықты лидеріне айналасыздар. Вот осы момент түсінікті, қыздар? Енді, дальше кетейік. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер, чатқа, сосын мен сіздерге бәрін жауап беремін. Енді келесі бір маңызды, осы біздің партнерларды мазалайтын сұрақ: сіздің бизнесіңіз қашан, кімнен басталады? Оған жауап: сіздің бизнесіңіз сізден басталады, қыздар. Жоғарыға қарамаймыз. Мен всегда айтамын, біздің бизнес бізден басталады. Мен өзім бірінші күннен вот сол немен жұмыс жасадым. Ешкіммен еш нәрсе күткен жоқпын, спонсор аузына қараған жоқпын, маған не береді, маған не істейді екен, адам тіркей ма, ананы істей ма деп. Жоқ, қыздар, сіздің бизнесіңіз сізден басталады. Нағыз лидер, нағыз бизнесмен адам, қараңыз, Атомиді сырып тастайық. Вот сіз бір бизнес аштыңыз, Сіз отырмайсыз ғой, так, бизнесті маған ана адам не береді екен, мына адам не береді екен демейсіз ғой, айтасыз, жоқ, мына бизнес менікі, маған ақша табу керек деп сіз іс-әрекетке көшесіз. Атоми дәл солай. Спонсор ол просто сізге мүмкіндік берген адам, ол Атоми туралы айтты сізге, Атомиға тіркелуіңізге сізге мүмкіндік берді, жол ашып, жол көрсетті. Атоми компаниясынан сізге ID беріп, орныңызды берді, Вот біз соған даже благодарны болу керек. Біз ол кісі айтпағанда мүмкін сіз Атоми туралы вообще білмейтін едіңіз. Мысалы, мен әлі күнге дейін, может, айымда ұшып жүруші едім стюардесса болып, ұйқым қанбай, өміріме жалғыз етіп. Вот сондықтан біздің бизнес, қыздар, бізден басталады. Спонсорыңыздан басталмайды. Спонсор сізге еш нәрсе, он не обязан вам. Вот сіздерге шын айтам, спонсор вам ничем, еш нәрсені жасап беруге міндетті емес. Бірақ лидер болатын спонсор, ол жасайды, оны өзі үшін жасайды, командасын өсіру үшін да. Бірақ егер сіздің спонсорыңыз ондай жан болмаса, енді сіз спонсорыңызға өкпелеп бизнес құрмай жүрмейсіз ғой. Ол кезде бизнесті өз қолыңызға аласыз, уже бүкіл энергияңызды, күшіңізді төменге жібересіздер. Төмен деген ол сіздің партнерларыңыз. То есть партнерларыңызбен жұмыс жасайсыздар, партнерларыңызбен сөйлесесіздер, дамытасыздар, оқытасыздар, қолыңыздан келген көмекті бересіздер, инструменттер бересіздер, вот солай сіз көмектесесіз. Ал жоғарға қараған партнерлар, бізде ондайлар бар, жоғарға қарайды. Мен спонсорым маған түк бермейді, мен спонсорым адам тіркемейді, мен спонсор маған көмектеспейді, мен спонсор маған бал бермейді, мен спонсорым бүйтпейді, сөйтпейді, сөйтпейді деп. Қыздар, если сіздер солай үнемі бизнесіңіз біреуге артық қойсаңыздар, спонсорыңызға керек емес ол сіздің бизнесіңіз, мысалға да шын мәнісінде. Ол өзінің бизнесін жасап жатыр. Сондықтан сіз бұл жерде түсіну керексіздер, что бизнес табысқа шығу ол сізге керек. Бірақ спонсор, егер шынымен де бұл табысқа бағытталған мықты спонсор болса, ол қолдан келген көмегін сіздерге береді. Ол аямайды. Қандай көмегі бар, оны сіздерге береді. Бере алмайтын нәрсесін бермейді, конечно, но қолынан келген көмекті аямайды. Но спонсорға қадалып қалмаңыздар. Бұл бизнес біздің бизнес, қыздар. Мен өзім өкінбеймін, мен мысалы тез өскенім Атомида, сол мына нәрсені түсінгенім арқасында. Потому что бірінші сабақта бізге бір лидерларымыз солай айтқан. Ваш бизнес начинается с вас, не с вашего спонсора. Еще кейбір адамдар, спонсорлар жай командасын істейді ғой, командасынан көреді бәленің бәрін. Ой, командам мынандай, командам жұмыс жасамайды, командам жалқау, командам... Мен сол кезде сұрақ қойғым келеді, ал сен не істеп жатсың командаңа деп. Вот команда не үшін дамымайды, значит, сенен бір қателіктер кетіп тұр, То есть адамдарға біз Хазымат кінәламас бұрын, бірінші сол сұрақты өзіңізге қойыңыз. Менің командам өспейді, менің командам дамымай жатыр, лидерлар болмай жатыр.
в чем проблема деп. Может, сіз өзіңізді лидер ретінде ұстамай жүрсіз. Может, өзіңіз обучение бермейсіз командаңызға. Может, сіз командаңызға лидер болудың жолын пример емессіздер командаңызға. Команда всегда өзінің спонсорын дублицировать етеді, қайталайды. Егер сіз просто бинар жауып жүрген жан болсаңыз, тек қана сол бинарды ғана ойлап, онда командаңыз дәл сіз сияқты болады. Егер сіз командаңызға жаныңыз ашып, давайте бұлай жасайық, дамиық, оқиық, бүйтейік, сөйтейік деген жүрген лидер болсаңыз, команда тоже сізді қайталайды. Команда ол сіздің айнаңыз. Егер команда дұрыс жұмыс жасамай жатса, значит, сіз бір жерде қателік жасап жатсыз. Значит, сіз бір жерде жұмыс жасамай жатырсыз. Қыздар, лидер қыздар, соны тоже не істейміз, өйткені ондай бізде тоже нелер болады. Ол менен де өткен, мен сол үшін айтып отырмын, потому что кезінде сөйтеді, неге мен командам мынандай, неге мен сол үшін түсіндім. Мен расслабляться еткен кезде команда, оказывается, расслабляется. Мен если адамдар тіркемей қойсам, команда адам тіркемейді. Вот солай. Сондықтан всегда біреуге міндет күнәні тақпай, бірінші күнәні өзімізден іздеп көрейік. Вот, может, біз бір нәрсені дұрыс жасамай жатырмыз. Так, дальше кеттік, қыздар. Сіздерге қиын емес шығар, надеюсь, мен қиын тілде түсіндіріп жатқан жоқпын деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мына сөздің 100%-ға жаны бар сөз. Мықты команда тек мықты лидерда болады. Қыздар, әлсіз лидерда мықты команда болмайды. Ол мықты лидерда болады мықты команда. Немесе мықты команданың мықты лидері болады. То есть бағана айтқан нәрсе ғой, біз өзіміздің командамыздың отражениясымыз, айнасымыз. Егер сіз өзіңіз слабый болсаңыз, командаңыз слабый болады. Егер сіз мықты болсаңыз, командаңыз да мықты болады. Мына жерде суретте, бұл тоже Алматыдағы семинардың суреттер, міне біздің команданың мықты лидерлары, міне уже команда құрған қыздар, бриллианттар мына жерде тұрған, болашақ шарондар. Әрқайсының өзінің жұмыс жасау стилі бар, көріп тұрған шығарсыздар өздеріңіздің мықты лидерларыңызды. Вот осы кісілерден үлгі алып, жұмыс жасаңыздар, мықты лидерға айналуға тырысыңыздар. Вот, сосын, так, мына жері, в принципе, болды, қыздар. Мынандай бір не бар, сетевой бизнестің мынандай заңдылығы бар. Қараңыздар, әлсіз адам дейді, әлсіз адам мықты командаға келіп, мықты партнерға айнала алады. То есть, мысалға, вот әлсіз адам, өзіне сенбейтін адам, мысалы, бір мықты командаға тап келсе, сол команданың энергиясымен ол өзі байқамай мықты партнерға айналады. Керісінше, мықты адам, оттай жанып тұрған адам, әлсіз командаға келіп, обучениесі жоқ, өзімен өзі жүргенде бір сондай бір командаға келсе, мықты партнердің өзі әлсіз партнерға айналып кетеді. Неліктен? Өйткені бізді қоршаған орта бізге тікелей әсер етеді. Егер айтады ғой, 4 миллионердің жанында жүрсең, сен 5-ші миллионер боласың деп, немесе 4 алқаштардың жанында жүрсең, сен 5-ші алқаш боласың деп, ол өзім қырап қойғаным, енді күлкілі болсын деп. На самом деле солай, біздің орта ол бізге байланысты. Егер мықты лидерға айналғыларыңыз келсе, мықты лидердің командасында болуға тырысыңыздар, соның айналасында, соның жасаған нәрселерін тікелей қайталап жүріңіздер. Так, кеттік дальше, қыздар. Енді біз бағана бірінші блокты өттік, қыздар, партнер, спонсор, қарым-қатынас, команда, не түсіндік? Мықты лидер болу үшін, мықты команда құру үшін біз бірінші кезекте өзіміз мықты болу керек. Өзің мықты болу үшін не істеу керексің? Ізденесің, оқисың, тоқисың, партнерларыңа инструменттер беруге тырысасың, дамытуға тырысасың, өзіңді ойламайсың. Оған біз кеңірек тоқталамыз спонсордың қателіктерінде. Но түсініп тұрсыздар, лидер болу үшін біз жалқауланбаймыз. Партнердің позициясында қалып қалмайсыздар, соны түсініп алыңыздар. Мен партнердің позициясында болмаймын, мен лидер боламын деген өздеріңізге өздеріңізге не талап қойыңыздар. Енді партнерлардың типтері, біздің, қараңыздар, мынау біздің алақан, әрқайсыларыңыздың алақандарыңыз бар, біздің даже бір-бірімізден барлық алақандарымыз әртүрлі. Мен алақаным басқаша, сіздің алақаныңыз. Сосын әр адамның даже алақанында 5 саусақ, ол 5 түрлі, қараңыздар, әрқайсысы әртүрлі, ұзындығы да, күші де, саусақтарында әртүрлі. Қараңыздар, сіз бір саусақпен сіздер ручка жазаласыздар ма, жазу жазаласыздар ма? Мен жазалмаймын, ол қиын нәрсе. Даже 2 саусақпен де жазалмаймыз, жоқ, 2 саусақпен можно, бірақ 3 саусақпен удобно да жазған. Сумканы көтеруді айтайық, сіз 1 саусақпен ауыр сумканы көтере алмайсыз.
желательно бұлай 5 саусақпен көтерген дұрыс, сумканы. Вот, не айтқым келіп тұр, сіздердің командаларыңызда разный әртүрлі адамдар болады. Олардың характерлары, мінездері, мышлениясы дейді ғой, мышлениясы, жасы, әртүрлі адамдар болады. Біздің лидер ретінде мықты команда құру үшін біз не істейміз? Ол адамдардың барлықтарын бір жұдырық қыламыз. Мысалы, жұдырық төбелескенден жұдырықпен төбелеседі ғой, неліктен былай төбелеспейді ғой қыздар, шапалақтап. Жұдырықпен төбелеседі, потому что жұдырық ол күш, ол күш, ол мықтылық. Сондықтан лидер, мықты лидер бұлай шашырап жүрген командасын, әртүрлі партнерларынан тұратын, ол бір жұдырыққа айналдырады. Міне жұмыла көтерген күш жеңіл дейді ғой. Жұдырық, сіздердің командаларыңыз міне мынандай жұдырық кулак болу керек, мықты команда болу керек. Бұлай жүре берсеңіздер, өстіп олай бизнес алға баспайды. Осын жаттап алыңыздар, біздің команда бір жұдырық болу керек, алға жылжу үшін біз осылай бірге жұмыс жасау керек. Біз жаңа ұрандатқан кезде де қолдарын былай ұстап отырады ғой адамдар. Өйткені бұл күш, бұл мықтылықтың белгісі. Енді қараңыздар, командаларыңызға сіздердің разный партнерлар келеді. Мен қазір тез айтып шығайын, қандай партнерлар болуы мүмкін. Может, біреулеріңіз өздеріңіз ұқсатасыздар бұл жерде. Может, сізде сондай, менде мынандай партнерім бар деген ой келеді. Бұл жерде жамандау емес, қыздар, сразу айтам. Просто ол шынымен де партнерлардың типтері өмірде кездесетін. Ең бірінші партнердің типі бұл кездейсоқ, случайно, дұрыс аудардым ба білмеймін, атомиға случайно келген адамдар. Случайно, мен де негізі өзім случайно келген партнерларға жатам. Мен мысалға коллегам маған предлагать етті атомида, мен вообще сетевой екен естідім да, ой керек емес дедім ішімнен, бірақ мен андай нет деп айта алмайтын адамда табиғатынан енді үйреніп жүрмін, жоқ деп айтуда. Сол кезде мына сол 2,5 жыл бұрын ғой, да деймін ғой, просто қыздың көңілін қайтармасы үшін. Солай мен атомиға кездейсоқ келіп қаламын. Кездейсоқ келген партнерлардың минусын айтып берейін сіздерге. Сіздерде бар шығар, семинарға жүр деп подружкаңыз алып аласыздар, семинарға подружкаңыз келеді, тіркеп жібересіздер сол жерде, бірақ ол подружкаңыз енді случайно келген екен, өз ниетімен келмегендіктен, ондай адамдарда мақсат болмайды. То есть олар ничего не хотят в атоме. Олардың амбициясы жоқ, олардың бір алдыға қойған мақсаттары жоқ да атомида. То есть олар просто жүрген адамдар. Бірақ бұл кездейсоқ келген адамдар со временем қосылуы мүмкін бизнесқа, когда бір нәрсені өздері мышлениялар оянып, немесе бір жерден бір нәрсені дұрыс түсініп қалған кезде оянып кету мүмкін. Мен мысалға өзім 6 айдан кейін ғана ояндым. Жарты жыл мен чаттарда отырдым, просто продуктовый. Потом бір күн 6 айдан кейін сол мен шақырған подругам, коллегам бинар жаптым, 20 000 теңге алдым дегенде мен сол кезде вау деген ғой, мына оказывается жай бір интернет-магазин емес, оказывается ақша табатын компания деп қызықтым. Сол маған түрткі болды. Біреудің алғашқы бинарын жауып 20 000 теңге алу да. 20 000 теңге көп ақша емес, бірақ маған сам факт, то, что здесь можно зарабатывать, и что менің күнде көріп жүрген коллегам 20 000 теңге тапқаны мені түрткіледі. Екінші бұл өнімді сүйетін партнерлар. Өнімді сүйетіндер, ол қандай партнерлар? Мысалға, әрқайсыларыңыздың чаттарыңызда бар, адамдар химахим ішіп, может, несі псориазы кетті, дерматиті кетті, бала көтерді, мысалы, химахимді ішіп, ондай нелер көп қой бізде отзывтар. Олар өнімді қатты сүйет, өнімді сол жақсы көріп, мықты результат алған арқасында, олар бізбен бірге, үнемі біздің чатта отырады, күшті. Мен сондай бір апайым бар, өзімнің Қызылордадан, Перизат деген, химахимнан онкологиясын тоқтатты да, несінде, омырауындағы. Ол үнемі чатта активно отыратын, қазір жоқ болып кетті ол кісі, но сол 1,5 жылдай солай отырды. Бірақ бизнес құрмайды. Онда өнімді сүйетін партнерлар өнім туралы душе айтады да, олар мақтайды, атоми күшті деп. Бірақ бизнес құрмайды, өйткені олар бизнесқа емес, өнімге келген адамдар да. Сіздердің бизнес чаттарыңызда ондай адамдар тоже бар. Өнімді қолданады, бірақ бизнес құрмайды. Үшінші партнерлар ол ораторлар, ораторларды қалай білесіздер, олар адамдарға көрінгенді ұнатады, көп сөйлейді, бір жиындар болып қалса аузы жабылмайды. Бұндай партнерлар көбінесе іс жүзінде еш нәрсе жасамайды, бәрін сөзбен жасайды. Қатырамыз, бүйтеміз, сөйтеміз, ой, қазір жарамыз, бинар жауып тастаймын, анау дейді, бірақ іс жүзінде түк жасамайды. Ондай партнерлар тоже бар бізде. Потом сатушылар.
Сатушылар, олар кімдер? Олар тез доход алғысы келген адамдар. Ондай бар ғой сіздердің тоже командаларыңызда, иә? Олар қанша теңге қосып сатуға болады деп сондай сұрақтар қояды. Өздеріңіз байқайсыздар ғой ондай партнерларда. Нешеге сатуға болады, қалай сатуға болады, ойын бәрі сату. Олар тез ақша алғысы келеді. Бұлардың минустары, бұлар маркетингті, бизнесті зерттемейді, олар тек қана сатуға көңіл бөледі. Әрине бұндай партнерлармен, бұндай партнерлардың үлкен табысқа шығулары қиын да, өйткені тек қана сатуда бұлардың көңілдері, бизнесті, команда құрмайды, бұлар лидер өсірмейді бұндай партнерлар. Бірақ олар тоже болу керек командада. Сосын бала бағушылар, нянькалар, иә, ондай партнерлар бізде тоже бар. Бір-екі адам тіркеп қояды да, потом сол бір-екі партнердің бетіне қарап отырады, иә, ой, заказын салып берем, сен үшін адам тіркеп берем, сен үшін бәрін істеймін, сен үшін заказ алып жіберем саған, сен келмей-ақ қой, өзім бара салам офисқа. То есть нянькалар. Бұндай партнерлардың минусы, олар шақырған партнерлар өспейді. Өйткені мына нянькалар оларға мүмкіндік бермейді. Бәрін өзі солар үшін өзі істеп отырады. То есть минусы, ол бұндай партнерлардың минустары сол. То есть өзінің партнерларын өсірмейді да, бәрін өздері жасайды. Потом жеңіл жүрістілер дейміз де, ол қандай партнерлар, ол бір емес екі сетевойда жұмыс жасайтын партнерлар. Ондай тоже сіздерде бар, қыздар. Эрсакта істеп отыр, параллельно атомида. Айтасың ондай партнерға, ой, екіге мен басын істепсіз, басын ұстап алысқа кетпейсіз, олай бизнес құрылмайды, фокус бір жерде болу керек. Жоқ, мен бәрін үлгерем, мен екі жақты қатырам дейді. Бір күн қарасаң духи сатып жүреді, бір күн қарасаң басқа бір нәрсені сатып жүреді, бір күн атомидің затын салып қояды. Бұндай партнерлар компаниядан компанияға секіріп, немесе екі-үш компания ұстаймын деген тоже тез табысқа жете алмайды, қыздар, иә. Но олар тоже бар біздің командамызда. Кукушкалар, кукушка деген құстың қазақшасы көкек екен да, может көбіңіз білмейді деп кукушка деп жазып салдым. Көкек деген құс білесіздер, өзінің баласын туғаннан кейін тастап кететін, иә. Кукушкалар жаман, иә, на самом деле, ол жаман құстардың бірі ғой. Ондай партнерлар тоже бар. Онымен ондай партнерларды ұнатпаймын, шын айтсам. Мына басқаларына как-то мен не істеймін, именно кукушкалар ұнамайды маған. Неліктен? Өйткені олар адамды тіркеп тастайды да, жоқ болып кетеді. Ана партнерлары потом жүреді, так, мен спонсорым қайда, кім сіздің спонсорыңыз, білмеймін дейді. Потом оның партнерлары всегда уже не істейді, олар жүреді, непонятно, кім тіркеді, сұрақ қойса адамы жоқ. То есть кукушкалар шақырады, бірақ безответственно жұмыс жасайды. То есть сен адам шақырған кезде түсіну керексің. Ол адам, потом сұрақ пайда болады, ол адамды потом бірге алып жүру керек. Олардың жұмысы жоқ, тіркетті, тастап кетті, иә. Бірақ енді кукушка партнеріңіз болса, оның партнерларымен уже сіз жұмыс жасау керек боласыздар. Иә, өйткені ол адамдар енді ақша табуға келді ғой, сондықтан ол партнері үшін сіз жұмыс жасап бастайсыздар. Ең соңғы әрине біздің сүйікті партнерларымыз, иә, бәріміздің командамызда тек осындай партнерлар болсын деп армандайтын шығарсыздар, ол профессионалдар. Ол атомиға, бизнесқа келген адамдар, табыс табуға, иә, олар сол болашақ лидерлар, бұлар бәрін өздері жасауға тырысады. Лидерский качестволары мықты, бизнесті түсінеді, маркетингті оқиды, өнімді біледі, мастер-класс жүргізеді. Қатырады бәрін, короче. Бұлардан болашақта сіздің ключевой партнерларыңыз, лидерларыңыз шығады, рангке сізбен бірге өсетін партнерларыңыз. Бірақ бұлар, конечно, аз, қыздар, иә, білесіздер ғой, профессионал бізде мықты лидерлар командаларда аз болады. Сондықтан бұл не үшін айтылған әңгіме? Білмесек айтып отқан жоқ, мына партнерларды ұнатпаймыз, все, бұлармен жұмыс жасамаймыз емес. Мына 5 саусақты көрдіңіздер ғой, командада осындай разный партнерлар болады. Біз лидер ретінде сол партнерлардың басын қосып отыра білуіміз керек. Мысалға, әрқайсының мықты тұсы бар ғой, минустарына қарамайсыздар да бұл партнерлардың, плюстарын іздейсіздер. Мысалға, мына өнімді сүйетін партнерларға, мысалы, зумдарда продукция туралы эфир жүргізуге ұсынуға болады, олар продукцияны жандырып айтады отзывтармен. Немесе мастер-класстарға шақыруға болады. Давай сен бүгін четырехэтаптық туралы мастер-класс, химахимнан күшті результат алдың ғой, химахим туралы мастер-класс жасап берсең қалай болады, зум деп. То есть олардың плюсын пайдаланасыздар, сіздер, то есть мына адам вообще
бизнесті түсінбейді, мен жұмыс жасамаймын демейсіздер. Наоборот, ол адамдардың плюсын сіздер ол адамның өзіне көрсетесіздер, сіздің қолыңнан осы күшті келеді деп. Сол арқылы ол адамға бизнесін дамытуға көмектесесіздер. Ол арқылы сіздің командаңыздың да бизнесі алға бастады. Ораторлар да тоже да, мысалға мысалы семинар бір нәрсе жүргізетін болсаңыздар, ораторларды ведущий қылып қойсаңыздар болады. Немесе ораторларға мотивационный тақырыпта, мысалға бизнесті қалай құрамыз деген сияқты сондай тақырып берсеңіздер болады. Бала бағушылар, нянькалар, оларға ұнайды ғой, мысалға да, адамдар тіркеп біреу үшін бір нәрсе жұмыс жасап жүрген. Ондай адамдарға тоже бір ответственность беріп қойыңыздар командаңызға. Давай сен бүгіннен бастап адам тіркейсің онда деп. Жаңадан келген адамдарыңызды сен былай тіркеп отыр. То есть әр партнердің негізі мықты жері болады, минус да болады, плюсы да болады. Лидер ретінде сіздер сол минустарына мән бермейсіздер да, плюстарын көріп, сол плюстарымен жұмыс жасауға тырысу керек. Сосын мынандай маңызды бір нәрсе бар. Қараңыздар, бұл менің қателігім, мен өзім сондай бір қателік жасағам. Біз партнерларды өзгерте алмаймыз. Мен партнерларды өзгертуге болады деген ойда болатым да баяғыда. Оказывается, олай емес. Біз партнерларды өзгерте алмаймыз. Ол Алланың солай жаратқан адамы ғой, сіз оның миына кіріп, миын шұқылап, оны өзгерте алмайсыздар. Біз тек қана қалай әсер ете аламыз, мысалға да, бар ғой жалқау партнерлар бар сіздерде, токсичный партнерлар болады. Біз тек қана оларды оқыту, дұрыс жаққа бағыттау, яғни направлять етіп, обучать етіп, команданың мықты мүшесіне айналдыра аламыз. То есть олардың минустарына қадалып қалмаңыздар, плюстарын іздейсіздер да, обучать етесіздер, дұрыс жаққа бағыттайсыздар. Сол арқылы команданың эффективно жұмыс жасауына ол кісінің көмегі тиетіндей система құрасыздар. Командамызға бұл партнерлардың бәрі керек. Представьте себе, если сіздің командаңызда одни бизнес-партнеры, бизнес жасам дейді, олар продукцияны қолданбайды, тек қана ойының бәрі адам шақыру. Ондай қиын болады. Немесе сізде одни продавцы, либо одни кукушкалар, подстап кете беретін. Сондықтан әртүрлі партнерлар болғаны ол күшті, ол заңдылық. Біз ондай, менде тек қана профессионалдар болсын деп айта алмаймыз. Сол үшін бұлардың бәрі керек, және біз өз атымыздан лидер ретінде сол партнерларға шынайы қызмет көрсету керекпіз. То есть пайдаланып қалу мақсатында емес, мысалға да, может, сол бағанағы өнімді жақсы көретін партнерға сол может мастер-класстар жүргізу арқылы, может, ол өзіне мықты лидерлар командасына тіркеп алады. Мастер-классына келді бір адам, бизнесқа қызықты да, бизнес бағытына кетіп, сол бағанағы вообще бизнесқа қатысы жоқ партнеріңіздің бір мықты бизнес партнер пайда болады. То есть сондықтан біз шынайы қызмет көрсетіп, партнерларымызды бағыттап, олармен ұрыспай, олардан минус іздемей, минустары плюсқа айналдырып, солай жұмыс жасау керек қыздар бізге. Енді бұл партнерлардың типтері, оны тоқтадық. Енді партнерлардың типтерін білу маңыздылығын түсініңіздер. То есть әрқайсының плюстарын тауып, сол плюстарымен жұмыс жасауға тырысасыздар. Енді қараңыздар, мықты команда құрушы, бағана айттық қой, біз мықты лидер болуымыз керек деп, мықты спонсор болуымыз керек деп. Мына жазған нәрсенің бәрі бұл менің басымнан өткен нәрселер кезінде, потому что енді мен ешқашан атомиға дейін ешбір сетевойда істемеген, мен лидер болмағам, мен вообще сетевойға қатысым жоқ, хабарым жоқ адам едім. Менен қандай қателіктер изначально кетті, көбісі болған жоқ енді менде, бірақ мен қазір спонсорлардан көрем осы қателіктерде, мысалға спонсормын деп санап жүрген партнер біздің лидерларымыздан. Бұларды сіздер жоймай, минустарыңызды, бұлар негізі бұдан да көп болуы мүмкін. Мен просто ойыма түскендерін жаздым да. Бұлармен жұмыс жасамай, алға жылжу қиын. Қараңыздар, лидер болуға кедергі болатын элементтер. То есть сіздің командаңыздың мықты болуына не нәрселер кедергі жасайды? Ең біріншіден, қараңыздар, спонсор өзінің мүддесін, мүдде деген интересы да, өзінің мүддесін бірінші орынға қояды. То есть өзінің интересін. Ол өте жаман нәрсе. Атомида біз
айтсам болады, атомида тек қана рухани бай адам, вот рухани бай деген, вот бірге, ондай адамдар сөзі бірге істейміз, бірге табысқа шығамыз, бірге вместе мы деп сөйлейтін адамдар, да. Если я деп сөйлейтін адам болса, өзінің бинарын бірінші орынға қояды, өзінің табысын бірінші орынға қояды, өзі жасамаған нәрсені мен жасадым деп айтатын адамдар бар, иә. Вот мысалы вообще қатысы жоқ, ол істемеді, бірақ мен істедім деп айтатын адамдар болады. Вот өзінің бірінші орынға қойған спонсорлар тоже артқа кетеді кейінірек, ерте ме кеш пе. Мысал ретінде айтайын, иә. Вот бинар бойынша, бинарды алайық мысалға, партнерға, бұндай спонсорға өзінің бинары маңыз, командасы не болып жатыр бәрібір ше, главное товарооборот өткізіп, командасынан өзінің бинарын жауып алу керек. Вот ондай партнерлар не істейді мысалға, да, мен ондай жағдайларды көріп жүрмін, қыздар, білемін, бірақ қайталамауға тырысыңыздар, пожалуйста. Ондай партнерлар мысалы былай айтады командасына, бүгін соқпаңдар балды, бүгін соқпайсыңдар, мен бинарымды жауып тастадым уже. Либо пока соқпаңдар, 2-3 күн мен мына жағым тасып жатыр, асып жатыр, мен бинарым жауып алайын, потом бірақ соғасыңдар. Мен қыздар 2,5 жыл істедім, да, мен бір рет ондай сөз айтпаған партнер. Менен естіген адам бар ма сондай сөз? Мен личкаларына шығып сондай айттым ба? Либо командалық чаттарда. Мен ешқашан ондай сөздер айтпаймын, потому что бұл менің дүниеме қарама-қайшы нәрсе. И когда сондай нәрселерді естіп қалсам, дір ете қалады да бір жерің. Қараңыздар, қыздар, сіздер партнерларыңызды тоқтатпаңыздар. Балыңыз күйіп жатыр ма, күйе берсін, пожалуйста, күйсін. Но зато ана жақта бір адам бинар жапты ғой, төменгі жағыңызда партнер. Бір адам активациясын жасатты ғой командасына тіркеген адамға. Неліктен сіздер сондай моменттер түсінбейсіздер? Өздеріңіздің бинарларыңызға бұлай қадалып аласыздар, все, мен бинар жаптым, бүгін ешкім бас салмау керек. Или мен әлі бинар жаба алмай тұрмын, мына оң жағым маған вообще бас салмау керек, сол жағым тыныш тұру керек. Пока мен мына оң жағымды реттестіріп тепе-тең қалып. Олай болмайды, қыздар. Мен қазір сіздерге бинарым білесіздер ме? Мына жағым, оң жақ, левый, сол жағымды алатын болсақ, мына жағымнан миллиондап балл келеді, 2 миллион, 3 миллиондап балл келеді. Рано или поздно сіздер де сол дәрежеге жетесіздер. Но мен даже баяғыда просто 300 мың жауып жүрген күннің өзінде де бір 50 мың келсе де, 100 мың келсе де, мен ол үшін ешқашан жылаған емеспін, қыздар. Ешқашан жылаған емес, соның арқасында мен одан да мықты бинар жауып жатырмын. Сіздер бұлай условия қою арқылы командаларыңызды тежейсіздер, тоқтатасыздар жұмысын, энергиясын тоқтатасыздар. Мысалға, бір партнеріңіздің бүгін біреу химахим сатып алғысы келіп отыр, партнеріңізда. И сіз айтасыз чатқа, соқпаңдар бүгін бал деп. И ол адам айтады ана партнерға, бүгін соқпақ қойшы, типа, потом соғамыз. Яғни одан 5 күннен кейін айтады, все, мен ақшамды жаратып тастадым, бүгін химахим соқпадым деп. Сіз солай өзіңіздің партнеріңіздің жолын бөгеп тұрсыз. Сол күні сол 55 мың салғанда, может, ол сізден күйші еді. Жарайды, күйсін, но зато ана партнеріңізға ол 55 мың балл саналушы еді. Сондықтан, қыздар, пожалуйста, өздеріңіздің бинарларыңызды, өздеріңіздің мүдделеріңізді бірінші орынға қоймаңыздар. Бұл командамен жұмыс. Егер сіз қаншалықты командаңыздың жағдайын ойлап, сол адамдар тезірек табысқа шықсын десеңіздер, сол астыңыздағы адамдар табысқа шығу арқылы сіздің де табысыңыз артады. Ол истина, ол шынайы нәрсе. Егер сіз тек қана өзіңіздің ғана затыңызды ойлай берсеңіз, рано или поздно сізде артқа қарай шегіну болады, құлдырау болады. Может, 1 жыл, 2 жыл істе бәрі күшті болады, и бір күн сіз байқайсыз, сізде бинарларыңыз дұрыс жабылмайды, күнде жабылмайды деген сияқты. Сондықтан мына моментке мән беріңіздер. Екінші қателік, командамен жұмыс жасамау. То есть адамдарды тіркейміз, командаға адам, мен мысалы енді білемін ғой, біз қалай шақырамыз, ой, біздің команда мықты, біз сен табысқа шығарамыз, бәрін үйретеміз дейміз да, по факту тіркеп алғаннан кейін ол адаммен ешкім жұмыс жасамайды. Ол адам өзімен өз қалады, қыздар, ондай жағдай тоже мен көрем, білем, бар ондай жағдай біздің командаларда тоже. То есть шақырдыңыз ба адамды бизнесқа, жұмыс жасаңыз ол адаммен, обучать етіңіз, қараңыздар, сіздерге 2 жыл сол бір партнермен жүр деп ешкім айтып тұрған жоқ, но хотя бы аяғына тік тұрып, бірінші, екінші бинарын жауып алғанша ол адаммен бірге жүру керексіздер. То есть командамен жұмыс жасалыну қажет. Сосын лидерларды өсірмеу. Опять же, да, бізде спонсорлар бар, түсінбейді да, то, что командада лидер пайда болмаса, сізде рост болмайды. Кімде рост болады? Командасында көп деп лидер туыла бастаған адамдарға. Қараңыз, мысалы, сіз, просто сатуды алайық, сіз бір күнде, тіркеуді алайық, сіз бір күнде 5 адам тіркейсіз өзіңіз, а если сізде 5 лидеріңіз болса, сіздер 25 адам тіркейсіздер.
5 лидеріңіздің тағы 5 лидері болса, сізде вообще 100 адам ба, солай болады, иә. Сондықтан лидерді өсіруге мақсат қою қажет. Мысалы, көп қыздарда тоже сондай бар ғой, өзі күшті жұмыс жасайды да, и ойлайды, мен все, өзім күшті жұмыс жасаймын, в принципе, бинарларым жұмыс жабылып жатыр, мен всегда өмір солай жұмыс жасаймын деп. На самом деле нет. Сіз бір күні болмасын, бір күн сіз шаршайсыз, сіз ауырып қалатын күн болады, сіз бір жаққа кетіп қалатын күн болады. Егер лидерларыңыз болмаса, сіз сол күндер все, сізде табыс жоқ деген сөз. Сондықтан лидерларды өсіреміз, оларға табысқа шығуына көмек береміз. Сосын оқыту жүйесін құрмау, то есть тоже обучать етпейді. Обученияға вообще мән бермейтін командалар бар, иә. Обучение керек емес оларға. Зачем дейді? Оларға тек тауар айналымға көңіл бөледі, жүре береді, сату. Опять же, сатумен салысқа бармайсыздар. Мысалы, сіз бір күні бір пасты, бір химахим сатсаңыз, допустим, сата алсаңыз, либо бір 4 этапқа, егер сіздің командаңыз болса, мықты, может, әрқайсысы бір химахим емес, бір паста сату арқылы 2000 теңгелік, но сіздің бір химахимнан беретін товар обороттан мықты бал жинау мүмкін. То есть, мықты команда деген кім? Көп адамдары бар жұмыс жасап жатқан. Әрқайсылары кішкене ғана бір тауар айналым жасаса да, хоть 2000-3000 теңге, ол сіздің жалғыз өзіңіз жасаған тауар айналымнан намного мықты болады. Сондықтан соны тоже түсіну керек, оқыту жүйесін құру керек. Система обучения дейді. Егер сондай әлі күнгі оқыту жүйесі болмаса, сіздің командаңызда құрыңыз. Сосын бизнесті дамытуға қаражат шығармау, уақыт бөлмеу. Қаражат дегенде қазір шошып кетпеңіздер, ойбай, біз атоми бизнес без вложений деп айтып, енді еще мына жерде қаражат деп айтып тұр деп. Қаражат деген ол просто условно ғой. Қараңыздар, мысалға бізде лидерлардың мүмкіндіктері бар. Бізде көп лидерлардың, мысалға, хотя бы бір 3500 теңгелік SPF кремді, немесе щетканың упаковкасын командаңызға ойнатыңыздар, мотивация ретінде, игра жасаңыздар, ойын. Қыздар, кім осы аптада 20 адам тіркейді, менен щетка сыйлыққа берем. Кім, допустим, осы аптада 2 активация жасатады, щетка берем. То есть условиясын өзіңіз ойластырасыз, бірақ командаңызға ойын жібересіз. Біз всегда ойын ойнаған ұнатамыз, байқайсыздар ғой, біз азарт аламыз, одан мотивация аламыз, бірінші болғыңыз келеді. Біз бәріміз от природы, табиғатымыздан біз жеңімпаз болғымыз келеді. То есть сіз командаңызға сондай ойындар, акциялар, конкурстар беру арқылы командаңызды оятасыздар. И желательно мынандай ойындар, конкурстар жіберген кезде пайдасы бар конкурстар жіберіңіздер, да, а не так, что активация жасағандар емес, может, мынандай 10 адам тіркеп, мынаншама активация. То есть бизнесті қабілетін оятатын ойындар жіберу керек, да, қыздар? Вот, уақыт бөлмеу элементарно, да, то есть тоже уақыт бөлмейтін адамдар бар, бүгін бар, ертең жоқ, бір аптадан кейін пайда болады, тоже олай болмайды. Потом шынайы қарым-қатынас құралмау, то есть тоже, да, шынайы қарым-қатынас, өзінің мүддесін бірінші орынға қойған спонсорларда ешқашан партнерлармен шынайы қарым-қатынас болмайды. Потому что біздің партнерлар соқыр емес, олар бәрін көріп тұр. Бұл өзіне кезек-кезек хабарласады, өзіне не істеген кезде хабарласады, басқа күні вообще жоқ, мына менің спонсорым деген сияқты. Сол үшін сондай жаман ойлар партнерларыңыздың миына кірмес үшін чаттарыңызға қайырлы таң, немесе бір акциялар, немесе бір жаңалықтар, хал жағдайын сұрап қойыңыздар, лидерский чаттарыңызда үнемі сөйлесіп отырыңыздар, партнерский чаттарыңызға дежурство қойып қойыңыздар, чтобы партнерлар всегда ақпарат алып отыру үшін. Сосын жауапкершілік алмау, опять же, да, мысалы командасын жауапкершілік алмайтын партнерлар болады, спонсорлар болады, то есть біреуге жібере береді осылай. Мен білмеймін, сен анадан сұрай сал, мен білмеймін, сен ана жақтан барып біліп ал, мен білмеймін деп. Қыздар, ол жауапкершіліктің жоқтылығы. Неліктен сіз жасайтын жұмысты басқа біреу жасау керек? Неліктен сіз жасайтын жұмысты сіздің спонсорыңыз жасау керек? Ол спонсорыңыздан тоже өзінің тікелей шақырған партнерлары бар ғой. Сондықтан мына ИП бойынша да мен тоже қазір көп сталкиваться ететін нәрсе, біздің партнерлардың лидерлары ИП-ны қалай ашу, верификацияны қалай өту керектігін өздері білмейді. Сондықтан олардың партнерлар бізге шығады. Ондай жағдай болмас үшін, қыздар, бір партнеріңізден сұрақ келді, мен қалай верификация өтем? Қиын емес қой, айтыңыз, мен білмеймін, давай бірақ бірге жасай
жасап көреміз бүгін деп. И аласыздар, сол партнеріңізбен отырасыздар, басқа қалада болса зумға шығыңыздар, осылай видеозвонокпен и шұқылайсыздар просто Atomic.kz-ті. Бәрі оп-оңай, бәрі дайын тұр ана жерде сіздерде. Сөйтіп бірінші рет қиналып партнеріңізбен сіздер оны үйреніп аласыздар да, келесі жолы ол партнеріңіз сіз спонсорыңызға жібермейсіздер. Қыздар, вот сондай моменттер тоже айтқым келеді, потому что ол менің болым, да, менің лидерларымнан келетін маған сондай не запростар. Вот. Сосын ол жауапкершілікті алмау. Керісінше болады кейбір кезде спонсордан. Кейбір спонсорлар слишком ответственный. Алатта бүкіл жұмысты өздері жасайды ғой командасы үшін. Командасы үшін өз адам тіркейді, командасы үшін өзі пробивать етеді, командасы үшін заказ өзі оформлять етеді, командасы үшін өзі. Мен негізі мынау менің случаем деп баяғыда сондай болған. Мен қазір енді бұдан кетіп жатырмын. То есть бұлай жасамаңыздар, қыздар, иә. Бөлісіңіздер, айтады ғой, мықты лидер командасына всегда обязанность беріп отырады деп. Сен мынаны жаса, мен мынаны жасаймын, сен бүйт, мен бүйт деп. Осы жол мен обучениеға прям қатты көңілім толып тұр, байқадыңыздар, потому что әр бриллиант, әр ветка бізде өз обучениесін бастады. Маған айтқанда жоқ оны қыздар. Өздері бастап кетті. Левый веткадан мысалы Айну жазды маған, мен осыны обучение жасағым келеді, маған мына күні спикер болыңызшы деді. Все, мен қуанып кеттім. Классно, өздерімен өздері жұмыс жасап, ол супер, ол лидердің, нағыз лидердің качествосы да. Оң жақ веткадан да запрос келді. Гүлстан айтты, бүйтем, сөйтем, обучение жіберем. Давай дедім, мен тоже бір күн спикер болам. Қыздар, бұл керемет. Вот нағыз лидерлар, олар солай жұмыс жасайды. Айтпайды маған спонсорға, Күлімжан обучение керек демейді. Олар өздері уже обучение жасайды. Вот, сондықтан қыздар, жауапкершілікті бөлісіңіздер. Өздеріңізге тасымаңыздар. Өзіне көп жұмыс алатын лидер, ол тез выгорать етеді, эмоционально тез шаршайды. Өйткені күшінің бәрі сол команданың анандай адам тіркеу деген элементар нәрселер жасап отырса, конечно, ол партнер тез шаршайтын болады. Мына момент түсінікті ғой, қыздар. Лидер болу үшін не істемеу керек біз, қыздар. Может, түсінбей жүрген жандар болса, осы неден кейін кішкене түсінеді деген ойдам. Енді бұл спонсордан кететін қателіктер, енді партнерлардан да қателік бар. Мына сурет көріп тұрсыздар ма? На мультикта Чип и Дейл бет, бұл мультиктің аты, мынаның аты кім еді өзі? Сондай жадный кісі еді ғой. Қараңыздар, ақша санап тұр, ашулы, біздің партнерлар тоже осындай қателіктер кетеді. Ашуланып жүретін партнерлар бар ғой, бәрін спонсор маған ешнәрсе істемейді, спонсор маған түк бермейді, спонсорым осындай жаман деп. Вот, егер сіз сондай ойлайтын адам болсаңыз, значит, сіз мына суреттегі персонажсыз мультиктағы. Қараңыздар, партнердан қандай қателіктер кетеді? Олар партнердің позициясында жүреді. Ең бірінші бағана басында айттық қой, партнерлардың ең бірінші қателігі партнердің позициясында қалып қалу. То есть олар оқынбайды, ізденбейді, элементарный нәрселер жаттай алмайды, каталогта бағасын көруге ерінеді, ізденбейді одним словом. Өскісі келмейді, жалқау, сылтау іздейді всегда. Ой, менде той болды, менде анау болды, балам ауырып қалды, сөйтіп қалды. Короче, өздерінің білмейтін, мен білмеймін деп айтпайды олар. Мен білмеймін, потому что бұндай жағдай болды деп өздерін всегда ақтап отырады. Бұндай партнерлар өспейді, қыздар. Өсу үшін, бағана айтқандай, өздеріңізге жауапкершілік қолдарыңызға аласыздар. Сосын не істейді? Жаңадан келген партнерларды алайық. Оқуға, дамуға көңіл бөлмейді, маркетинг план, продукция туралы, компания туралы уақыттарын бөліп оқысы келмейді. Вот маркетинг планды білмейтін даже бізде партнерлар бар, не то что даже лидерлар бар кейбір. Вот маркетинг план бұл біздің, қалай айтсам болады, бізді асырайтын нәрсе ғой. Асырайтын біздің Atomic-дағы ең бірінші біздің өніміміз ол. Сондықтан маркетинг план білу керек. Тоже маркетинг план оқысы келмейді, өнім туралы білгісі келмейді, лучше сұрай салам чаттан дейді. Сосын бұндай партнерлар спонсорларынан үнемі көмек күтеді. То есть, вот сен мені не үшін шақырдың бұл бизнесқа? Сен енді көмектесе алмасаң, онда сен не үшін мені өз командаңа шақырдың? То есть олар үнемі требовать етеді, жаловаться етеді. Вы мне обязаны, вам никто ничего не обязан. Опять айтам, сіздің бизнесіңіз ол сізге байланысты. Вот мен өзім сондай принциппен жұмыс жасадым ба, лидерларым сондай принциппен жұмыс жасап жүр ма, значит, ол принцип жұмыс жасайтын принцип. Ешкімге сіз еш нәрсе міндеттеп алысқа кетпейсіздер, Вот, сондықтан сондай болмайсыз. Потом бұл партнерлар, даже партнер тіркесе де
жұмыс жасамайды өз партнерларымен, опять же тастап кетеді бағана кукушкалар сияқты, үйретпейді, бәрібір лишь бы тіркеп қойды, активациясын жасады, все, отстань от меня дейді ғой, болды, все, сенен керек нәрсені мен алдым. Түсінбейді да, егер ол партнермен дальше жұмыс жасаса, может ол партнер мықты лидерге айналып командасын өсіріп тастайды бір сәтте, иә. Вот қателіктер, то есть андай мышление ғой, узко, төмен ойланады да, төмен ойланбаңыздар. Әрбір партнердан болашақ лидер көріңіздер. Сосын партнердан қандай қателіктер келеді да, тез оңай табысты күтеді. Енді біз айтамыз ғой, миллиондар бұл жерде бар деп ойлап қалады да, ой, келдім, қазір мен миллион алып кетемін сразу. 1-2 ай жүреді, түк істемейді, бірақ 1-2 ай просто жүреді, ой, что-то ақша жоқ қой дейді да, кетіп қалады. Конечно, сіз егер жұмыс жасамасаңыз, сізге қайдан ақша келсін? Вот, то есть мына тез оңай табысты күтпеңіздер. Мен всегда айтам, Атомида ақша көп, миллиондар көп, мұны біз алып жатыр қой қазір. Бірақ ол миллиондарды алу үшін не істеуге қажет? Еңбек ету қажет. Сосын болашаққа жұмыс жасамау. Опять же, да, біз айтамыз, мы работаем на перспективу. Мен опять айтам, мен мына жерде отырған, менімен бастаған бриллианттарым, мастер продаждарым бар ғой. Білесіздер, иә, мен рангым жоқ кезде, когда в Атоме я не зарабатывала, мен Флайерстанда ұшып алып жүрген 400-500 мың теңгемнің где-то 50-60 мыңын мен ай сайын таргетқа бөлетінмін. Мен ол кезде айтқан жоқпын ғой, неге мен спонсорым, мен партнерларыма таргет бермейді, неге мен спонсорым маған көмектеспейді. Мен онда бір сөз айтқан емеспін. Мен Виктория Апаққа айттым ба, Әйгерім Күзембаеваға айттым ба, мен ешкімге айтқан жоқпын, қыздар. Мен просто бұл бизнес менікі екенін түсіндім да, қыздармен чат создавать етіп, ойын жасап, алғашқы кезде қыздар біледі біз қалай қызық таргетте отыратынымыз, кім көп адам тіркейді деп. Солай мен болашақ білдім да, бұл компанияда ақша бар екен, бұл компанияда біз табысқа шыға алатынымызды. Табысқа шығу үшін не істеу керек? Әрекет, сол әрекетіміз, сол реклама жіберіп, сондай движение жасағанбыз. Ол кезде я не зарабатывала. Бірақ сол іс-әрекет арқылы мен қазір зато миллионы зарабатываю. То есть мүмкін мен білмейтін адамдар ойлайтын шығар, ой, ей повезло, командасы келе қалды, бүйте қалды, бір күнде шығады. Жоқ, қыздар, мен командамды бұлай қолмен өзім жинадым, құрдым, иә. Вот қазір енді лидерлардың бәрі самостоятельно, оған қуаныштымын. Менен де мықты білетін лидерларым бар, оған да қуаныштымын, иә. Маған уже табысы қуып келіп жетіп атқан лидерларым бар. Менен 1 жыл кейін бастаса да, мен оған да қуаныштымын. Ол ненің белгісі, что команда өсіп атыр, соның белгісі. Сондықтан қуанамыз ондай нәрселерге. Солсы мына ең соңғы нәрсе, токсичный улы ойларға бату, токсичные мысли. Ол менде де кезінде болған, негізі, сол үшін айтып отырмын. Токсичные мысли қандай болады партнерларда? Спонсор за счет меня зарабатывает. Менің балдарым бәрі спонсорға өтіп жатыр. Даже офисқа маған келеді да, біреулер бір счетқа алып отырады да, дұрыс сөйтіп айтады, вы за счет нас зарабатываете дейді. Мен айтам, ішімнен айтам да, мен сенің счеткаңнан 1 тиын не зарабатываю. Мен зарабатываю вот мыңдаған адамдардың общий товарооборотынан, да. Қазір сен мен офисымнан кетіп қалсаң да, открепляться етіп, мен офисым жұмыс жасай береді, мен табысымды ала берем. То же самое насчет партнеров. Сіздер ойламаңыздар, сіздердің жасаған балдарыңыз арқылы сіздің спонсорыңыз зарабатывает деп. Нет, сіздің спонсорыңыз неден зарабатывает? Сіздің спонсорыңыз өзі жасаған системадан зарабатывает. Қараңыздар, егер, допустим, сіз сондай улы ойға батып, все, мен спонсор мен арқылы табысқа шығып жатыр деп, допустим, сіз спонсорыңыздан кетіп қалдыңыз. Егер ол спонсор системасы бар, мықты спонсор, мықты лидер болса, сіз кетсеңіз, сіздің орныңызға басқа адам келеді оған. Оның бизнесі сіз кеткеннен тоқтап қалмайды. Қыздар, бізде ондай жағдайлар болған. Бізде правый веткадан кетті. Біздің ол лидер кеткен, лидер тоқтап қалған жоқ қой. Жұмысын сол күйінше жасап жатыр, табысын сол күйінше алып жатыр. То есть мына токсичный ойға берілу арқылы сіз бірінші кезекте өзіңізді улайсыз, өзіңіздің бизнесіңізді тежейсіз, тоқтатасыз. То есть мен сіздерге айтайын, ешкімнің балынан никто не зарабатывает. Мы зарабатываем от системы, біз құрған жүйеден, системадан. Ол жүйеде сізден басқа мыңдаған адамдар бар, мыңдаған. Сол мыңдаған адамдардан өткен товар айналымнан, да, мы зарабатываем. Мысал ретінде айтайын, мысалы менде бүгін мынандай товарооборот өтті дейге, стоп, сіздерге түсіндіру үшін, мына жағымнан 1 500 000 өтті, оң жағымнан, правый жағымнан 3 миллион өтті. То есть правый жақта 3,5 миллион күйіпке, 1,5 миллион менде күйді, бинар жапқан. Оңайырақ айтайыншы, жарайды. Правыйымнан 300 000 өтті,
левыйымнан 500 мың өтті. Мына жақта 200 мың PV күйіп кетті, менде, мысалы біз күйіп кетті дейміз ғой. Мына жерде біреу 50 мыңға заказ берген бір партнер айту мүмкін: мә, Гүлімжан, бүгін мен 50 мыңға хима алдым, 55 мың PV-ға. Она заработала за счет меня. Нифига, ол 55 мың PV күйіп кетті мен үшін. Даже сіз ол 55 мыңды салмасаңыз, менде и так та бинар жабылып тұр. Қыздар, соны түсіну керексіздер. Сіздердің салған балдарыңыз арқылы спонсор не зарабатывает. Спонсор зарабатывает өзі құрған система, өзі құрған команда арқылы. Егер сіз сондай ойға батып, все, мен бүгін жұмыс жасамайын десеңіз, ол сіздің еркіңіз, бірақ одан сіздің спонсорыңыз тоқтап қалмайды. Оның өйткені өзінің мақсаты бар, өзінің ақша тауып жатқан системасы бар, ол дальше жұмыс жасай береді. Сіз кеттіңіз ба, орныңызға басқа адам келеді. Сондықтан сол моментті түсініңіздер. Ешкіммен не зарабатывает. Әркім өзінің жасаған еңбек арқылы зарабатывает, вот. Соны түсіндірейін деймін. Потому что қазір мысалы менде бір күнде миллиондап күйеді. Мен мысалы сол миллионның арасында может біреудің 5 хим сеті бар. Менен сол біреу сетті я не заработала же, мысалға, да, осылай шын айтсақ. Мен заработала в общем өткен товарообороттан. Ол жерде сізден басқа қаншама адам товарообороты бар. То есть бір адамның товарооборотынан мы не зарабатываем. Так, бұл түсінікте, қыздар. Енді тез айтайын, уақыттарыңыз көп алмайын. Қараңыздар, енді ең соңғы тақырып бізде бизнес мышление. Айттық қой бағана, егер сіздер бұл бизнесқа баяғы ескі мышлениеңізбен келіп, ешқандай да мышлениені өзгертпеуге тырыссаңыздар, ойлау қабілетіңізде, сана сезіміңізді, онда сіздер бір орында тұрасыздар. Атомида табысқа шығу үшін біз ең бірінші кезекте миымызды өзгертеміз, басымызды өзгертеміз, ойлау, сана сезімді өзгертеміз. Қараңыздар, бизнес мышление неге негізделген Атомида? Бұл командалық бизнес құруға, команда құруға негізделген. Ол товар сатуға, бинар жабуға, өзіңізді ойлауға, тек қана эгоист болуға негізделмеген. Ол команда құрып мықты, сол арқылы табысқа шығуға негізделген. Қараңыздар, мияқта мен мысал ретінде балықты алдым, Қараңыздар, балық аулауға 3 адам шықты, Біріншісі не істейді? Мықты командада олар бірге жұмыс жасайды. Біріншісі балықты аулайды, екіншісі балықты тазалайды, үшіншісі балықты қурат пісіреді, и бәрі бірге отырып сол балықты жейді. Ол мықты командада. Ал әлсіз командада наоборот, бір адам алады да өзі балықты аулайды, тазалайды, пісіреді, потом жынданып жейді, шаршап сол балықты, да. Вот, ол дұрыс команда құралмаған лидердің мысалы, да. Дұрыс команда құралмаған лидер бәрін өзіне на себе тащит, бәрін өзі жасайды, өзі адам тіркейді, өзі продукция жасайды, өзі мастер-класс істейді, өзі бүйтеді. Ең соңында жынданады командасына, менің командам түк істемейді деп. Потому что сіз ол командаңызға үйреткен жоқсыз, команда болып жұмыс жасауды, обязанностьтарын бөлісуді, Вот сол үшін бізге даму үшін мықты команда құру керек. Енді бизнес мышление неден басталады? Ең бірінші ол Атомиға серьезный бизнес ретінде қарауға басталады. Мысалы, араларымызда көбіміз Атомиді біз менсінбейміз. Серьезно қарамайсыздар. Ой, жарайды, бір күн бар, бір күн жоқ, уақытым қолым тигенде жұмыс жасаймын, уақытым тигенде бір нәрсе істеп қоямын деп. Жоқ, бизнес мышлениясы бар адам біледі. Бұл жер ақша миллиондар беретін бизнес. Бірақ бұл жерде миллиондар алу үшін мен ең бірінші кезекте бұл бизнесқа серьезно қарау керекпін деп. Мысалы, қараңыздар, сіз найымды жұмысыңыз бар. Сіз мұғалімсіз, допустим, сіз мұғалім жұмысыңызға серьезно қарайсыз ғой, себебі ол сізге ақша беріп жатыр қазір. Сіз айтпайсыз ғой, мен бүгін көңіл күйім жоқ, бүгін шаршап тұрмын, мен бүгін жұмысқа бармаймын демейсіз. Сіз көңіл күйіңіз болмаса да, шаршап тұрсаңыз да, ұйқыңыз қанбаса да, сіз жұмысқа барасыз, өйткені ол жұмыс сізге ақша беріп тұр. Атоми дәл солай. Сіз бұл жерде ақша алғыңыз келсе, миллиондар бағындырғыңыз келсе, не істейсіз? Бұл бизнесқа күнде келесіздер жұмысқа. Не обязательно, мен енді күнде келу дегенде сіздерге енді физически офисқа кел деп тұрған жоқпыз ғой. Онлайн сіздер Атомида күнделікті болу керексіздер. Онлайн күнделікті сіздер адам тіркеуге тырысу керексіздер. Пост салуға, инстаграмға материалдар жасап қоюға, сторис салуға, рилс салуға, WhatsApp статусыңызға материалдар күнделікті салып отырыңыз. Күнделікті жүрген жеріңізде хотя бы бір адамға айтуға тырысыңыз Атоми туралы, бір адам тіркеп қоюға тырысыңыз. Вот сол кезде сіз Атомида күнделікті боласыздар да, ол сіздің Атомиға серьезный бизнес ретінде қарағаныңызды білдіреді. Кім бұл бизнесқа серьезно қарайды, қыздар, соған байланысты табысы серьезно болады.
Вот қараңыз, егер сіздің осы күнге дейін табысыңыз жоқ болса, Томида, немесе аз болса, значит, сіз бұл бизнесқа серьезно қарап жүрген жоқсыз. Вот солай, серьезное отношение к бизнесу, ол серьезные деньги, ол кәдімгі мықты ақшалар. Если не серьезное отношение, то есть тиіп қашып жұмыс жасасаңыздар, әр нәрсені сылтауратып, онда сізде тоже несерьезный доход болады. Бұл біріншіден, иә, бизнес мышление. Екіншіден, табысқа шығу үшін система құру керек. Ол система, ол обязательно керек. Өздеріңізге айталық ең мықты жұмыс жасайтын система сіздің өзіңіздің жеке ойлап тапқан системаңыз. Мен мысалы мына қазіргі шаруам болып отырып, командамда қаншама мықты қыздар табысқа шығып жатқаны, ол кезінде сол бір системаның арқасында. Мен кезінде система құрдым. Хоть былай сетевой түсінбесем де, әйтеуір бір нәрсе бір система жасадым да, сол система арқылы біз қыздармен жұмыс жасап бастадық та, жалғыз мен емес, командада қаншама қыздар табысқа шығып отыр, иә? Ол системаның арқасында. Системасы жоқ команда, олар сол бір орында тұрады, өспейді. Не лидер өспейді, не команда өспейді. Сосын үшінші, ол маңызды нәрседе бизнес мышлениесі бар лидерда. Ол командамен сенімді қарым-қатынас орнату керек ондай лидер. То есть команданың күшін білу керек ондай партнер. То есть командаға жай бір тіркеліп тұрған адамдар ретінде қарамайды ондай лидер. Ол команданы мощь дейді ғой, табысқа шығудың соның бір жолы ретінде қарайды да. То есть мықты команда болса, біз мықты нәтижеге жетеміз. Мықты команда болса, біз мықты табысқа шығамыз. Мықты команда арқылы біз мықты командаға жаңа лидерлар шақырамыз деген мышление болады. То есть міне нағыз бизнес мышлениесі бар адамдар осылай ойлайды. То есть олар тек қана бинар жабуды ойламайды қыздар. Вот, сосын бизнес мышлениесі бар адам, ол бизнесті дамытуға ресурстар бөледі. Ресурс, бағана айтқан, уақыт, ол ақша, может, блогерлармен жұмыс жасайды деген сияқты да. То есть сіз мысалға бизнесмен, сіз мысалға обычный классический бизнесменсіз, де, традиционный бизнесіңіз бар. У вас есть кафе, да, либо ресторан. Сіз ол рестораныңызды дамыту үшін ресурстар бөлесіздер, әдемі стол аласыздар, стул аласыздар, официанттарыңызды обучать етесіздер, бармендеріңізді обучать етесіздер, форма аласыздар оларға әдемі, да, то есть үйретесіздер қалай адамдармен сөйлесу керек екенін. Вот бизнес Atomy тоже сондай бизнес, қыздар. Қараңыздар, біз мысалы традиционный бизнеста ала алмай жатқан ақшаны біз Atomyда алып отырмыз, қыздар. Сондағыз бізге минимальный вложение қажет қой, сіздерге біз миллиондап сал деп. Традиционный бизнеста, я кафе үшін может 5 миллион, 10 миллион теңгеңіз кетеді, ал сізде бұл жерде бар болған активацияңыз 10 мың PV, 10 мың теңге, да, и ресурс, ол бағана командаға инструмент беру. Қолыңыздан келе ма, таргет жүргізіп беріңіз. Өз ақшаңыз болмаса, давайте қыздарға просто идея беріңіздер. Қыздар, осындай ресурс бар, адамдар келетін бізге. Давайте 2000 теңге, 1500 теңгеден жиналып, таргет жіберейік командаға. Давайте өсейік деп. То есть сіз командаңызды үнемі оятып отыру керексіздер. Команданың дамуына ресурстар іздеу керексіздер. Қандай ресурс бар еще дамығанға деп. Я мысалға. Вот, сосын мына сөзге өте маңызды мән беріңіздер, қараңыздар. Бұл бизнесте рухани бай адам ғана табысты болады, алға жылжиды. Алдап, арбап, эгоист болып, сіз алысқа кетпейсіздер. Бұл бизнесте эгоисттер алдыға жылжымайды, қыздар. Мен мысал ретінде Айнұрдың левый веткамдағы Айнұр біздің бриллиантовый мастердің командасында Зағипа деген новый мастер продажды айтқым келіп тұрды маған, потому что ол кісі шок, мен таң қалған кісім болды да. Ол кісі келді 2 айдың ішіне ма, кажется, мастер продаж рангын жапты. 2 айда, қыздар. Мен потом ол адаммен былай осы Ақтауға командировка барғанда таныстым ғой. Мен сол кезде түсіндім ол адамның неліктен 2 айда тез табысқа шыққанын. Потому что ол адам рухани бай. Ол адамның андай қатысым болады, шын өмірде көрініп тұр да, адамдарға көп таныстары бар адам екен, во-первых, и во-вторых, ол таныстарына үнемі көмек, қолында қандай көмек бар, соны көмектесуге дайын тұрған адам екен. То есть мен ананы істеп бере аламын, бір нәрсені айтсам, мына проблеманы шешіп бере аламын деген сияқты. Сондай адамда, то есть всегда адамдарға көмектескісі келетін адам екен. Конечно, ондай адамға, сен ол адамға бір рет көмектесің ба, саған да адамдар көмекті қайтарғысы келеді ғой. Ол кісі Atomy туралы айтты ма? Әрине одан тіркеледі ол кісіге. Әрине ол кісіден зат алады, себебі ол рухани бай адам, ол көмегін аямайтын адамдардан. Сондықтан
Сондықтан бизнеста тура солай қыздар, егер сіздер партнерларыңыздан көмектеріңізді аямасаңыздар, қолдан келген нәрселеріңізді беріп отырсаңыздар, жадный болмайды, обучениеға жадный болмай, не знаю, басқа нәрселерге жадный болмай, сізде бизнесіңіз алға жылжиды қыздар. Сізге Құдайдың өзі, Аллах тағала өзі беріп отырады адамдарды. Егер сіз эгоист болсаңыз, вот все, менің табысым, мен алға жылжу керекпін, маған командама пофиг, мен өзім, главное өзім дамысам болды, главное өзім табысқа шықсам болды деп ойлайтын болсаңыздар, эгоист болсаңыздар, сіздер алысқа кетпейсіздер қыздар. Ондай примерлар өте көп, ондай командалар, тоқтап қалған командалар бар, солай эгоизмнің арқасында. Сондықтан эгоист болмаңыздар. Вот, керісінше жақсы емес па адамдарға көмек беріп, біреуді табысқа шығуына көмек беріп, потом өзіңіз де табысқа шығасыз. Ол намного приятнее, чем жалғыз өзіңіз табыс алып отқаннан гөрі. Сосын, енді қараңыздар, үлкен табысқа тек тауарды сатып шығу мүмкін емес. Үлкен ақша бизнес системасын құрғанда ғана келеді. Оны түсініңіздер, то есть бізге система керек бұл бизнесқа. Ол системаны құрауға болады. Құру керек, мықты лидерлар бұл системаны құрады. Сосын біздің мақсатымыз, қыздар, көптеген бизнес партнерлардан, лидерлардан тұратын жұмыс жасайтын система, жүйе құру. Міне осы системада не кім болады? Системада сіз боласыз, системада дәл сіз сияқты ойлайтын мықты лидерлар болады. Сіздердің барлықтарыңыз мықты қарым-қатынас орнату арқылы, обучение жасау, бірге даму, инструменттер ойлап табу арқылы сіздер бірге жылжисыздар. Егер сіздің командаңыз, қазір мен айтып отқан нәрсе сіздің командаңызда бар болса, егер сіз ойласаңыз, вау, менің лидерім и так маған сондай жұмыс, солай көмектесіп жатыр ғой, біз солай жұмыс жасап жатырмыз десеңіздер, күшті, значит, сіздер дұрыс бағытта келе жатсыздар. Егер сізде қазір мынандай болса, біздің командада ондай ешнәрсе жоқ, біздің команда, значит, сіздерге бизнес системасын құрып, бірге дамуды ойластыру қажет. Так, бұны айттық. Енді тез-тез бағана бизнес мышление туралы мен сіздерге табиғаттағы құстар, жәндіктер, сол бойынша айтып берейінші. Тез қараңыздар. Бұл даже айтады ғой, бизнес мышленияны сіз просто табиғатқа қарап не істесеңіз болады, дамытсаңыз болады. Мысалға, тоқылдақтың философиясы. Тоқылдақ, білесіздер, ол алады, мысалы, ағашты не істейді, ол тоқылдайды, бір жерге қадалып ұра береді, тоқылдай береді тұмсығымен. Ол тупо тоқылдамайды ғой. Бүгін күйеуім айтады, ол ағашты, олардың несі күшті естиді құлақтары, ол ана ағаштың ішіне жыбырлап жатқан құртты естиді, мына жерде тамақ бар екен дейді, и сосын сол тамақты алу үшін ұра бастайды, сол бір тесікке, бір точкаға. Вот сіздерге де тура сол тоқылдақ сияқты болу керек, то есть тоқылдамау керек адамдарды өсек айтып, просто мақсатыңызға жетпегенше тоқтамауға жет керек. Мысалы, сіз білдіңіз ба атомияда, мына қарапайым қыздар, мына стюардесса доходқа шықты, авиациядан кетті, мына жерде Ақтаудағы статист қыз 150 мың теңге алып отқан, қазір 2,5 миллион алып отыр. Оның бәрі живой примерлар ғой, түсіндіңіз ба, ақша бар екен. Мақсатыңызға жетпегенше тоқтамаңыз, тоқылдақ сияқты бір точкаға ұра беріңіздер. Бағанағы екі сетевойда істейтіндердің қателігі, олар мұнда бір рат, мұнда бір рат, мұнда бір рат, мұнда бір рат, потом төртінші компанияға барады. Олар табысқа оңай шықпайды, потому что фокус жоқ оларда. Бізде фокус болу керек. Тоқылдақ сияқты бір бағытқа ұра береміз. Сосын ол күнделікті әрекеттер жасау, бағана фокус деген. Күнде пост жазасыздар, сторис саласыздар, рилс саласыздар, команда обучать етесіздер. Сосын оңай жолды іздемеу. Мысалы, мына тоқылдақ өте ақылды құс, ол мысалға, мына тоқылдап шаршап кеттім деп, мен лучше жерге түсіп, жапырақтардың арасынан құртты іздеймін десе, может, ол құртты таппайды да. А тут ол естіп алды, мына жерде құрт бар, тамақ бар екен, сол жерге тық деп. Сондықтан бізде солай болу керекпіз. Оңай жол іздемеңіздер. Ана компанияға барып, мына компанияға барып, немесе ана лидерға барып, мына лидерға барып, қиын жолдан қорықпаймыз, ана тоқылдақ сияқты мақсатымызға жетпегенше жұмыс жасай береміз. То есть кедергі қарамайсыздар, өздеріңізге сенесіздер, және адамдардың сөздеріне мән бермейсіздер, особенно туыстар, басты кезде бізді фокусымыздан айыратын, ол біздің туыстарымыз. Не істеп жүрсің, сен лохотрон, бұл сетевой, сен қайда кеттің, сенің қолыңнан келмейді, сенің характермен ана бизнес жасай аламын дей аласың ба, сен ұялшақсың ғой, сен мынандайсың ғой, сен мұндайсың ғой деп бізді не істейді, фокусымыздан айыруға тырысады. Жоқ, өздеріңізге сеніңіздер. Мына тоқылдақ сияқты тоқылдай берсеңіздер бір жерге, рано или поздно табысқа шығасыздар. Сосын екінші философия, бұл балықтың философиясы. Балық білесіздер, оказывается, балық
против течения жүзеді екен, иә, по течению емес, против. Конечно, по течениудан гөрі против течения қиын. Өмірде де дәл солай. Біз, егер сіздер табысқа шыққыңыз келсе, сіздер ағынға қарсы жүру керексіздер. То есть, мысалы, 100 адам біз найымда жұмыс жасаймыз деп, ой, сете ойға сенбейміз деп кетіп баратса, сіз 101-ші адам болып, сіз ол толпадан шығу керексіздер, мышлениеңізге. Жоқ, мен өмір бақи біреуге жұмыс жасамаймын, сосын бір 100 мың, 50 мың теңге сондай пенсия алу үшін мен картиген кезімде миллиондар алып, шетелде демалып жүретін мүмкіндігім бар адам болам деп, сіздер бұрыласыздар ол толпадан, ағынға қарсы жүзесіздер. Жалғыз болуларыңыз мүмкін, но зато қараңыздар, мына оңай жолда, вот оңай сияқты ғой найымда жұмыс жасаған, басын қатырмайсың, саған ай сайын ақша түсіп тұрады, зарплатаң аз ба көп пе. Бұлай бөлек кеткен, ол всегда қиын, ол всегда қорқынышты. Бірақ жаңа нәрсеге ашық болыңыздар, жаңа нәрсеге, жаңа мүмкіндіктерге ашық болыңыздар. Аллах тағала маған ғана бұл мүмкіндікті берген жоқ қой, мына чатта отырған 80 бар, 80-нің барлықтарына мүмкіндікті берді. Бірақ біреу оны көрді, біреу көрген жоқ. Сондықтан өміріңізде өзгеріс болған қаласаңыздар, сіз до этого мүлдем жасамаған заттарды жасап бастаңыздар. Бұл екінші да. Үшіншісі бұл күшіктің философиясы. Бұл енді күлкілі философия, бірақ бұл күшіктер не істейді? Күшіктер бүйтіп құйрықтарымен бүйтіп не істейді? Біз еркелейді бізге, біз оның басын сипалап тамағын береміз. То есть, бірақ күшік ол былай бізге еркелегенде ол тамақ берсін деп еркелемейді, ол өзі солай хозяинын көріп қуанып. Сол сияқты бізде бизнесті бастағанда ешкім ешнәрсе күтпеңіздер, бәрін от души жасаңыздар. От души, күшіктер от души жасайды ғой. Вот сол сияқты бір пайда, бір нәрсе күтем ау деп. Сосын результат болу үшін ең бірінші әрекет жасау керек, энергия бөлу керек. Сол кезде сізде тамақ та болады, доход та болады, жақсы қарым-қатынаста бәрі болады, қыздар. Сосын так, мынау менің философия. Мен атомиға келгенде осы философияны оқығамда, сонымен жұмыс жасадым. Бұл құмырсқаның философия. Құмырсқан философиясы, құмырсқалар білесіздер, өте еңбекқор, олар кішкентай, мына суретті көріп тұрсыздар ма? Кішкентай ғана құмырсқа үстіне арама, араны алып алған, олар өздерінен дәу заттарды арқаларына тасиды ғой, қыздар. Құмырсқа ол нағыз еңбекқорлықтың несі ғой, символы да. Еңбекқор болыңыздар, жалқау болмаңыздар. Мен өзім сылтау іздемеңіздер. Мен мысалы айттым ғой, 2,5 жыл авиацияны параллельно алып жүрдім атомимен деп. Мен жұмысым өте қиын, біздің стюардесса қыздар оны растайды. Біз түнгі сағат 3-те тұрып, таңғы сағат 7-8-де тіліміз салақтап үйге келетінбіз. Вот честно, ана диванды көріп, соған лишь бы жатып қалып, бетіңді жууға шаман келмейтін жағдай болатын. Бірақ мен сол кезде мына құмырсқа философиясын айтатын: Гүлімжан, қазір сен жалқау болсаң, сылтау іздесең, сен өмір бақи сөйтіп шаршап сол диванды аңсап жүретін адам боласың. Давай, жинал деп мен өзімді қинап, сол компьютерға отырғызатым, таргет жіберетім, пост жазатымын да, видеолар обработка жасайтын. Соның арқасында мен осы күнге жетіп отырмын. То есть сылтау іздемеңіздер, кедергілерге қарамай, қаншалықты кедергі шықса да, шешімін тауып, мақсаттарыңызға жетуге тырысыңыздар. Айтады ғой, құмырсқаның алдына кирпич қойып қойсаң да, ол либо оны айналып өтеді, либо сол кирпичқа шығып кетеді деп, но ол препятствиядан, кедергіден өтеді. Дәл сол сияқты құмырсқа сияқты болу керек бізге де. Мен өзіме мына философия өте жақын, потому что осы философиямен жұмыс жасадым. Потом жыланның философиясы. Мына суретке қараңыздар, жылан дегене ол басы ғана бар, денесі ғана бар, непонятно нәрсе ғой на самом деле. Қолы жоқ, аяғы жоқ, жүні жоқ, денесі құрағандай бір нәрсе. Жылан, бірақ жылан ол айтпайды ғой, неге менің қолым жоқ, неге менің жүнім жоқ, неге менің аяғым жоқ демейді ғой. Жылан ол өзінің бар нәрсесімен икемделіп, сонымен ол жұмыс жасайды, сонымен ол охотаға шығады, өлтіреді, тамақтанады. То есть сіздерге де жылан сияқты болу керек. Ол қандай мағынада? Ол біреуді шағып алу емес. Жылан сияқты жаловаться етпеңіздер, қолым жоқ, спонсорым көмектеспейді, анау істемейді, бүйтпейді, маған ешкім ешнәрсе бермейді, адам тіркелмейді, күйеуім против, енешкам против, анау-мынау деп. То есть негативке емес, позитивке назар бөліңіздер. Менде мынандай қолымда қазір инструменттер бар, мен сонымен жұмыс жасай беремін. То есть идеальный моментті күтпейміз, қыздар, шағымданбаймыз. Кім жаловаться етеді, олда всегда проблема бола береді. Алдарыңыздан проблема шықты ма, ол да нормальный нәрсе, проблеманы шешіп, дальше кете береміз, қыздар. Бұл жылан философия солай. Не ныть, не жаловаться. Идеальный момент күтпейміз.
бар нәрсемен жұмыс жасаймыз. Жыланның аяқ қолы жоқ болса да жыланды көрсеміз, бәріміздің жүрегіміз не істейді ғой, су ете қаласыздар ғой, қорқамыз жыланнан, иә. Вот, сол сияқты ғой, жалғыз етіп жатқан жоқ қой бұл жылан, бір нәрсем жоқ деп, иә, ешкім маған қарамайды, көмектеспейді деп. Так, енді мына моментке назар аударайық. Кім табысқа шыға алмайды? Атомияда екі түрлі адамдар категория табысқа шыға алмайды. Ең біріншісі бұл бизнес мышлениесі жоқ адамдар, яғни бұлар бұл бизнесті түсінбеді да, бұларға сетевой түсініксіз бизнес, түсінгілері келмейді, сетевой олар адамдар үшін ят тіркеледі да, бірақ бұл ниже моего достоинства, мен ойбай, мен мықты мұғаліммін, мен завучпын, либо там күшті дәрігермін, не мынау сетевойда істеймін ба, то есть андай өте көкірек адамдар бұл бизнесті істей алмайды. Өйткені біздің бизнесте кішірею керек, бізге үнемі кішірею керек. Дұрыс болмай қалса, кейбір кезде партнердің алдында кішірей саласың, кейбір кезде басқа адамның алдында кішіпейіл болуды үйренесің. То есть көкіректер, гордыня дейді ғой, көкіректер ұрып тұрған адамдар, өздерін басқа адамдардан мықты санайтын адамдар, бұл бизнесте табысқа шыға алмайды, ол біріншіден. Екіншіден, бұл бизнес жасауға ят дейтін адамдар ғой, қалай продукция айтам, қалай бизнес айтам, ондай адамдар тоже табысқа шыға алмайды бұл жерде. Ят деп жүретін адамдар, иә. Вот, сосын бұл бизнесті не серьезно деп, то есть түсінбейтін адамдар, да, то есть сетевой лохотрон, не серьезно, ондай адамдар тоже табысқа шықпайды. Сол үшін қыздар, бұл бизнесте табысқа шығу үшін сіздер просто шынайы жүректеріңізбен қабылдау керексіздер. Бұл жақсы бизнес, бұл ешқандай да жаман емес қой, біз біреуді алдап жатырмыз да, арбап жатырмыз ба, қиналып жатырмыз ба, әркім өзі үшін четко пастасын алады, бізге сол туралы айту, бизнес жасаймын деген адамға маркетингді түсіндіру, ол қиын емес. То есть бизнес мышление жоқ адамдар бағанағыдай ойлайтынше, ниже моего достоинства, мынау, олар бұл бизнесте табысқа шықпайды, кетіп қалады рано или поздно. Екінші категория, олар жеткілікті уақыт бөлмеген партнерлар табысқа шықпайды. Қараңыздар, желілік сетевой бизнесте, Атомияда бізге көп ақша салудың қажет жоқ. Біз миллиондар салмаймыз ғой бұл бизнесқа, 10 мың теңгемен бизнес басталады. Бірақ бизнесіміз алға даму үшін біз үнемі уақыт бөлуіміз керек. Постоянно осы бизнесте уақыт бөліп отырмыз керек. Хотя бы 2 сағат бөле аласыз ба, 2 сағат бөліңіз. 5 сағат бөле аласыз ба, 5 сағат бөліңіз. Но постоянно уақытты требовать ететін бизнес. Если сіз уақытыңызды бөле алсаңыз бұл бизнесқа, рано или поздно сіз табысқа шығасыз, иә, қыздар. Егер сіз әлі табысқа шықпасаңыз, мысалға да, Атомияда жүрміз, значит, сіз бұл бизнесқа достаточно уақыт бөлмеген партнерсіз. Достаточно уақыт бөлген адам бұл бизнесте уже доходқа шығып, рангтерді бағындырып отыр. Сондықтан тоже опять өздеріңізге сұрақ қойыңыздар, мен бұл бизнесқа қаншалықты серьезно қарап жатырмын, ұялмаймын ба бұл бизнесте, может сіз ұяласыз бұл бизнестен, сол үшін айта алмай жүрсе, хотя Атомияда жүрсіз, бірақ может іште ұяласыз. Ұялмаңыздар бұл бизнестен, бұл керемет бизнес, қыздар. Вот, сондықтан сол, егер табысқа шыға алмайтсаңыздар, либо сіз уақытты дұрыс бөлмейсіз, то есть көңіл аудармайсыз бұл бизнесқа, либо сіз ұяласыз, либо бұл бизнес ниже моего достоинства деп ойлайсыздар. Вот. Сосын кім табысқа шыға алмайды бұл жерде? До конца бармаған адамдар. Егер сіздер бұл бизнесте хоть и плохо получаться цете басында, адамдар дұрыс келмесе де, егер сіз тоқтамай до конца жүрсеңіздер, сіз рано или поздно сізге мықты лидер келеді, сіз табысқа шығасыз. Ал кейбір адамдарда бұлайда тез доход күтеді, 2-3 ай күшті жұмыс жасайды, потом қойш деп кетіп қалады. Вот сондай адамдар тоже доходқа шықпайды. То есть уақытынан бұрын бұл бизнестен кететін адамдар. То есть кто айтады, кім бұл бизнесте жеңіледі сетевойда? Кетіп қалған адамдар деп, уақытынан бұрын. То есть алдыңызда может ана бір суреттерде бар ғой, адам алтын қазып жатыр, алдында дәу алтын тұр, кішкене қалған кезде кетіп қалады. Сондай болмас үшін до конца барыңыздар, до конца барған адам ол бәріне жетеді. Вот, сондықтан осыны түсініңіздер, иә, табысқа шықпай баратсаңыз, либо сіз уақыт бөлмейсіз бұл бизнесқа, либо сіз ұяласыз бұл бизнестен іштей, иә, то есть сосын ешкімге айтпайсыздар бұл бизнес туралы. Сол, қыздар, бұл ең соңғы тақырып, сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Бизнес этикасы, қараңыздар, әрбір лидер, сіздер енді лидерсіздер ғой бұл бизнесте, лидер болуға тырысасыздар.
Қараңыздар, қандай да бір проблема болмасын, никогда жаман нәрсені чатқа жазбаңыздар. Бізде бар ғой қыздар бүйтіп жазатында, өздері вроде бы бизнеста жүрген қыздар, ана акне набордан менің сестренкам беті бычыт болып кетіпті деп жазатындар бар ғой. Шок боласың ғой, ойбай, сен бұл бизнеста жүрсің ба? Сен лучше соны бізге шықсай жеке. Маған айт, Гүлімжан, мен сол кезде айтамын, может оның дұрыс жақпады, может бір нәрсе жақпай қалды. Но сондай негативті нәрсені бүкіл чатқа жазу арқылы, бүкіл чатта отырған адамдар, значит, акне набор беспонтовый деп ойлайды. Хотя ол набор көп адамға көмектескен набор. То есть никогда негативті сіздер чатқа жазбайсыздар. Барма бір жалобы партнердан, спонсорыңызға жоғары жаққа шығыңыздар, спонсорыңызға шығыңыздар жекесіне. Осындай жағдай болып қалды, не істеймін деп чатқа жазбаймыз негативті. Любой жаман нәрсені жоғары жібереміз, спонсорларға айтамыз, позитив, мықты нәрсені, ой, осындай күшті результат алды дегенді чатқа жазасыздар. Мысалға, Химахимнан осындай результат алып жатыр, гидронабордан осындай. То есть жақсы нәрсемен чатпен бөлісеміз командамен, жаман нәрсе негативпен біз жоғары жаққа жібереміз спонсорға. Оны чатқа жазбайсыздар. Сосын партнеріңіз үшін бизнес құрмаймыз. То есть бізде бар қыздар, адамдар, мамаларын, сестренкаларын тіркейді, сол үшін оң жақтарына адам салып бастайды. Бұл тоже бизнес этикасын бұзатын нәрсе. Сіз, қалай айтсам болады, біреу үшін бизнес құрмау керексіздер. Лучше сіз сол адамдарды өзіңіздің основной веткаңызға тіркеп, сізге үміт артып келген адамдарға көмек беріңіз. Өзіңіздің туысыңыздың оң жақ веткасына адам тіркеп, ол үшін бизнес жасамаңыздар. Бізде қазақ солай ғой, ой, мен мамам атынан тіркеп, қазір тоже жұмыс, мамам тоже доходқа шықсын дейді. То есть өзін ойлап тұр, эгоист болып тұр, өзін және мамасын ойлап тұр. Партнерін ойлап тұрған жоқ, ол партнер, лидер, Сондықтан туысымыз үшін бизнес құрмаймыз, тіркеп қоямыз, ол обязательно, бірақ рано или поздно өзіңіздің туыстарыңыз келеді бұл бизнесқа. Мысалы, менің 2-3 күн бұрын өзім туған сестренкам келді, оның кезінде тіркеп қойған, бірақ ол міне куә, мен оның оң жағына бірде бір адам салған жоқпын, себебі ол нәрсені салса, мен бизнес этикасын бұзамын. Хотя я могла сол жаққа тіркеп қой, мен 2 аккаунттан табыс табайын деген сияқты. Олай жасамаймыз, қыздар. Олай жасамаймыз. Егер туысыңыз шын мәнісінде қосылып жатса бизнесқа, сол кезде көмектесуге болады, то есть басқа нәрселермен. Сосын партнерларыңызды аямаңыздар. Бұл не в том смысле, что ой, қазір партнерларын бытшын шығарамыз емес, ондай мағына емес, жақсы мағынада түсініңіздер. Қазақта мақал бар ғой, балаңды аясаң, аяма деп. То есть бізде кейбір партнерлар, кейбір лидерлар партнерларын чересчур айтты. Ой, оның баласы көп, 6 баласы бар, мен ол үшін заказ сала салам, мен ол үшін адам тірке салам, потому что оның күйеуі ұрысқақ, күйеуі көріп қойса, то менімен заниматься ететін, оны потом ұрсады оған деп. Аямаңыздар партнер, қараңыздар, сіздер партнерларыңызды аяу арқылы сіздер наоборот оның табысқа шығуына кедергі жасап жатсыздар, оның өсуіне, лидер болып қалыптасуына кедергі жасап жатырсыздар. Соны түсініңіздер, қыздар. Не в том смысле, что біз аямай так мына партнердің бытшын шығарамыз емес, именно партнеріңізға жаныңыз ашса, оның сол адам тіркеуді де өзі білгені дұрыс, заказ салуды өзі білгені дұрыс, элементар нәрселерді білгені дұрыс, қыздар. Сондықтан партнеріңіз жасай алатын нәрсені ол үшін өздеріңіз жасамаңыздар, ол жаман әдет. Потом қараңыздар, біз айтамыз ғой, жақсылыққа жамандықпен жауап беріледі деп, өмірдің заңы солай. Сіз ол үшін істедіңіз, бір күн аласыз, тіркей алмайсыз, адам айтасыз, мен бүгін уақытым жоқ дейсіз, ол істеді. Мына мен спонсорым қандай жаман, адам тіркеп бермей қойды бүгін маған деп, сізге ол ренжиді, потому что до этого сіз оны жасап, оған ол уже сіз обязаны сияқты болып кеттіңіз, оның бүкіл жұмысын жасаған. Сондықтан изначально партнерлармен дұрыс қарым-қатынас құрыңыздар. Бірінші, екінші, үшінші адамын тіркеуге көмек беруге болады, дұрыс тіркеу үшін, структураны дұрыс құру үшін, но дальше уже партнер оны өзінің мойнына алу керек, өзінің бизнесі ол. Сосын бизнесқа алдап шақырмаймыз, шынайы боламыз. То есть мен тоже білем, кейбір бізде лидерлар айтады, ой, біздің компанияға кел, мен саған мықты нәрсе берем, бүйтем, сөйтем дейді, өтірік обещание береді, по факту потом тастап кетеді партнерді, ұмыт кетеді ол партнеріне берген обещанияларын. Сол үшін, если сіздің қолыңыздан ондай нәрсе келмей ма, пустые обещания не даем, адамдарға өтірік обещание бермейміз, қыздар, хорошо? Бұл өте маңызды момент. Шынайы болыңыз, бірге өсеміз, бірге не істейміз, көмектесуге тырысам, бар білгенімді үйретем деп, но сен миллионер қылам, бүйтем, сөйтем деген өтірік
уәде жасамаймыз. Сосын екі параллельно компаниямен жұмыс жасау туралы опять же жұмыс жасамаймыз қыздар олай. Ол екі компанияның да этикасын бұзып тұр ғой. Сіз сатқын сияқтысыз ғой екі ортада да. Лучше сіз білмей жатсаңыз, реально маркетингтарын тағы бір қарастырыңыздар, шешім қабылдаңыздар. Либо сіз мына жерде, либо сіз мына жерде болу керексіздер. Екі компанияда жұмыс жасау мүмкін емес. Либо сіз бір компанияда бизнес-партнерсіз, ал екінші компанияда сіз просто потребительсіз. Либо ол солай болуы мүмкін. Но екі компанияда бизнес-партнер болу мүмкін емес, қыздар. Вот. В принципе, біздің сабағымыз бітті, қыздар. Назарларыңызға рахмет. Мен бүгін айтам деген ойымды сіздерге толықтай жеткізе алдым деген ойдам. Сабақ мүмкін ұзақ болып кеткен шығар, 1,5 сағат болып кетті ма, қыздар? Кешірім сұраймын, өте ұзақ болып кетті. Менімен бірге до конца шыдаған партнерларға рахмет айтам. 70 участник қалды 90-нан. Сіздерге рахмет. Қазір сұрақтарыңыз болса, мен чатты ашайын. И чатты оқып шығайық. Кімнің ұйықтауға уже ұйқылары келді, уақыттар жоқ, ақырын шыға берсеңіздер болады. Кім сұрақтарына жауап алғысы келеді дальше, онда қалсаңыздар болады. Сұрақтармен жұмыс болады қазір бізде. Так, мен не істейін? Записьті тоқтатайын. Так, остановить.